естуім бойынша товарный знак соңғы кездер ма осы Каспийдің арқасында ондан емес па қымбаттады, иә? Сырымбектау. Якохаманы әкелді ғой Айдеке, дұрыс па? Якохаманың официальный дистрибьютері кім? Сырымбектау. Солтүстіктің немесе басқа жақтың адамы Шымкентский сияқты пысық емес, майда тілді емес және интроверт болса, бірақ Каспийді бастағысы келсе, оларға не деп айтасыз? Қоя сал дейміз ба или 57 мың. Сонда бір ғана карточкасы тазаның осы уақытқа шейін 57 мың штук товар сатып тастаған. Енді жаңағы көрермен қазір түсінді, енді жарайды сол брендпен кіру керек екен деген сияқты. Брендін ашам, бірақ қандай товарлармен өз брендіңмен кіру керек? Бренд екен біле тұра, бренд екен көре тұра, астына кіріп демпинговать ететін гнилой сатушылар болады сондай. 60 ассортиментті тексеріп көрдік, оның 12-сі ғана атты деген сияқты. 10 ассортиментті ғана алсаң, оның 10-да атпай қалса, айға қарап отырасың деген сияқты. Екіншіден, ол категорияда айына 1,5 миллиард айналады. Яғни сол предзаказбен соның бәрін жасау үшін по-любому энергияң кетеді, уақытың келеді, но лучше соны қазір өз брендіңе жұмса деп айтып отырсыз ғой. Ауыл қарапайым ауылдағы әке-шешесін аяққа тұрғызамын, әкеме машина мінгіземін, 2 этаж үй салып беремін деген мақсатпен жүрген қарапайым ауылдың қазақ жігітінің мышлениясіне тура келмейді да. Жаңағы айтып отырсыз ғой, қытайлар келіп жатыр, қытайлардың өзі жаңағы барахолкаға келіп жатыр, өзінің контейнерлерін алып жатыр деген сияқты, олар Каспийге кіріп жатыр ма, өзінің карточкаларын ашып айналысып жатыр ма? Каспий жұма кезде 100 шуба сатады, 100 или 120 қателеспесем, 3 күнде 6,5 миллион ба 7 миллион ба таза доход табады. Бір шубадан 50 мен 150 мың теңгенің арасында таза пайда көрді. Керемет, прям жақсы ашылып жатқан сияқты. Енді келесі сұрақ, былай общий кететін болсақ, мысалға көп адамдар білем, баяғыдан мысалы 5 жыл бұрын білмеймін енді, бірақ біраз болғанда істеп жүргенде Каспий, бірақ енді нәтижелері кейбіреулерде мықты, кейбіреулер прям как будто бір уровеньде қалып кеткен сияқты ощущение болып отыр да. И мынандай сұрақ келеді да, мысалға Каспийді енді бастаған 10 адамды алатын болсақ, оның көбісі не результатқа жетпейді, көбісі. Бастайды, бірақ мысалы қаншама курстар болып отыр, қаншама курстарға қарсы результат көп адам жасай алмай жатыр. Сол сіздің ойыңызша сол максимально результат болу үшін адам не маңызды сол адам үшін там? Инструмент па немесе психология ма? Бұлай ғой сұрағыңыз, 10 адам Каспийді бастайды, бірдей мүмкіндік, бірдей барлығы беріледі, мысалы. Ол неге әрқайсысы әртүрлі результат алады? Неге бәрі бірдей байып кетпейді, результат көрмейді, дұрыс па? Мысалы, менде учениктер болып отыр, қаншама ученик оқытам, мысалы 10 адам оқыса менен, допустим, бір 5-6-ау атады, қалған 3-4-ау ұйықтайды. Атпайды прям. Хотя бәріне бір білім беріп жатыр мен. Мысалы, наған беріп, надан жасырып қалып жатқан жоқпын ғой. Мүмкіндік бәріне бірдей, білім бәріне бірдей. Не үшін результат аз? Потому что ол жерде Каспий ол жай ғана инструмент. Каспий, Wildberries, Озон, Товарка, кез келген кәсіп көзі или жасайтын кәсіп ол жай ғана инструмент. Ал енді инструментті табысқа шығаратын, ол инструмент жасаған соң табыс алып келуіне ең әуелі ол Құдайдың жазылғаны, әуелі Алла деп айтамыз, бірақ екінші себептер. Себептері келетін болсақ, ол жерде инструмент қашан жұмыс жасап бастайды, егер де сол инструментке сай, сенің убежденияларың, травмаларың, психологияң, мысалы психологический эмоциональный состояниең, мышлениең, білімің, ресурсың, энергияң, күш-қуатың деген секілді коммуникабельностің осы бүкіл факторлар дұрыс келсе ғана результат беріп бастайды. Түсіндіре алдым ба? Мысалы айтатын болсақ, 10 адам оқыса, жаңа 5-6 результат көрсететіндердің мен байқаған факторлардың бірі аш балдар. Аш, прямо. Ақшасы жоқ, соңғы ақшасымен келгендер, жәке, мен айырам. Осы Каспийді мен табыс көзі ретінде көріп тұрмын, ниет етіп тұрмын, мен осы жерден табыс табам деген балдар ғой. Оларға айтасың ғой, айтқаныңды жұлып алып кетеді ғой. Артығымен жасайды, өздері үшін пақайт етеді. Қалған 3-4 ұйықтайтындардың 50-50-ге бөлетін болсам, 50% интроверттер. Оны сразу айтайын. Неге? Жаман ба? Интроверт болған? Жоқ, интроверт болған жаман емес. Просто сен саудаласу керексің ғой. Элементарно мысалы, базарда апта-ек тоңғандардың өзімен сен тіл табыса алу керексің. Егер барып, олардың алдында мыңқ деп тұратын болсаң, олар уже кәдімгі қасқыр олар, сен жеп тастайды. Либо сен олардың мысын аласың базарда, базардың правиласы осындай, либо сенің мысыңды алады. Сол үшін бірінші атака маңызды. Ал интроверттер не істейді? Барады да мыңқ етіп тұрады. Мынау қанша мұрын астынан сөйлеп. Ал оған анау дұрыс жауап бермейді. Содан кейін ол не істейді? Товар іздеуін қояды жаңағындай. Ал
нелер коммуникабельный адамдарға сауда оңайырақ. Сен кәсіпке келдің ба, кәсіптің 80% неден тұрады? Коммуникациядан тұрады. Интроверттер бар, которые байып кеткен, андай мықты аналитик стратегтер. Олар коммуникабельность, отдел продажа, отдел маркетингті сондай экстраверттерге береді ғой, коммуникабельный адамдарға жалдай салады. Жалдайсаң, пожалуйста. Бірақ та сен енді нөлден бастап жатқан стартаперсің ғой, былайша айтқанда нөлден. Саған кім жүгіреді? Сен нанять ететін оның сотрудникке ақшаң да жоқ қой, мысалы былайша айтқанда. Сол үшін 50% мен айтатыным, өзіне сенімсіз, коммуникабельності жоқ интроверттер деп айта аламын. 50% тоқтар. Тоқ дегенде сыты, былайша айтқанда ақшасы көптер. Маған келеді 15-20 миллион ақшасы бар балдар, жігіттер келеді. Наставничестводан төлейді, үйретем, жасамайды. Бір аптаға задача берем, міне нан жасап кел. Мынау болды, анау болды, мынау болды деген секілді. Өйткені тоқ, оған ақша керек емес. Реально аш балдар, олар айырып отқанда результат көрсеткенде солар. Не только аш, жаңа факторларды айтып кеттік қой. Убеждение, травмаларың, мышлениең сенің, психологический эмоциональный состояниең сенің, осының барлық факторлар роль ойнайды. Мысал айтатын болсам, чимкентскийлар неге успешный? Неге Чимкентті қазақтар жақтырмайды? Басқа қазақтарын өзі жақтырмайды чимкентскийлар, мысалы. Неге жақтырмайды? Батыс болсын, Алматы болсын. Даже мен Алматыға колледжге оқуға түскен кезде, Чимкенттен келдім деп танысқан кезде апайларға, апай айтқан, Чимкентте колледж құрып қалды ма не деп. Чимкентте колледж жоқ, неғып жүрсің Алматыда деп. Мысалы да, элементарно. Неге? Потому что чимкентскийлар коммуникабельный, пысық, активный, бір іске бара салады сразу. Олар тіл тап салады, майда сөйлей алады, сервис көрсете алады, клиенттің эгосын сындырып, клиенттің деңгейіне түсе алады. Мысалы да, сол үшін олар преуспешный везде и әрбір салада. Ненің арқасы? Коммуникабельностьтің арқасы. Хойт әнші, хойт медиа, хойт кәсіпкер, хойт базардағы сауда, барлық жерде чимкентскийлар преуспешный. Ненің арқасы? Осының арқасы да. И мен айтарым, кәсіппен жасайсың ба, кәсіппен айналысқың келе ма, онда сен осы навыкты күшейту керексің. Қандай навык? Ең бірінші айтарым, коммуникабельность болды. Өйткені сен өзіңді сата алмасаң, сенің өніміңді ешкім сатып алмайды. Сначала продай себя и возьмут твой продукт деген сияқты ғой, короче. Өзің сатасың, өніміңді қосып алады. Ертең даже сен өзің жасайсың, потом инвестор керек болады саған. Инвесторға барыңызда мыңқ етіп, мұрның астынан сөйлеп, өзіңді сата алмай, не только тұратын болсаң, ол инвестор ақша жасамайды саған. И инвесторлар 80% случайда мен көргенім, мен қанша инвестормен жұмыс жасасын, инвесторлар ешқашан проектке ақша жасамайды. Проектке салады, проекттің бір көреді, рентабельностін қарайды, юнит экономикасын қарайды, қанша табуға болады, жылдығы қанша береді, болашағы бар ма, бір қарайды да, бірақ основном 80% неге қарайды? Адамның сол проекттің жасайтын инвестиция мұқтаж адамның потенциалына, амбициясына қарайды. Егер сен жанып тұрған кәдімгі, аш, былайша айтқан, көзіңде от, осы проекттің айырам деп жанып тұрып, полный юниткасын көрсетіп тұрсаң, ол сен потенциалыңа қарап береді. Ал егер жаңағындай мыңқылдап тұратын болсаң, не только инвестиция, даже қыз балалардың өзі саған қарамайды ғой. Мыңқ деп тұрсаң. Қыздар кім жақсы көреді основном? Самоуверенный, харизматичный, дұрыс па? Сондай жігіттерге қарайды. Неге мысалы андай парадокс бар ғой, ден дұрыс ухажерлар қыздарға келсе, жолықса, қыздар отшивать етіп жүреді да. Хулиган, андай бір, деп қалған бір андай чуть андай бір привычкалар бар, бір әдеттер бар, балдарды неосознанно барып жабысады. Потому что көп жағдайда харизма, коммуникабельность, самоуверенность, еркектің еркек ететіні, ол негізі еркектік иіс қой, былайша айтқанда. Ол қандай иіс? Самоуверенность иіс. Сен өзіңе сенімді басыңды нық ұстап, нық сөйлеп тұратын болсаң, любой қыздың әкесі саған айтады, ей балам, мен саған ризамын деген секілді да. Грубо айтқанда. Яғни бұл не только инвестиция, не только каспи, не только кәсіп, не только отношения. Бұл барлық жерде жұмыс жасайтын навык қой, былайша айтқанда. Яғни егер көріп отқандардың арасынан бұрыннан каспи жасағысы келіп отқан адамның, бірақ солтүстіктің немесе басқа жақтың адамы шымкентский сияқты пысық емес, майда тілді емес және интроверт болса, бірақ каспиді бастағысы келсе, оларға не деп айтасыз? Қоя сал дейміз ба или қалай? Оларға айтамыз, бірақ нәрсе, либо чимкентский досың болу керек, либо чимкентский наставник болу керек. Біз сол үшін жүріп қана нарықта наставник болуға. Менде основном сол ғой, басқа қаланың жігіттері келеді, мен оятам. Мысалы, менде 13 жігіт наставничествода жүрді, жеке, айдеке ше. Әр вторник жолығамыз.
әр вторник жолығамызда брейншторм жасаймыз. Айтам, кімде не проблема, давай айтыңдар. Біреу проблема айтады, біреу инсайт айтады. Наоборот, плюстарын айтып береді. Біреу ұйықтап атады. Арасында лидерлер бар, топты айырып атқан. Ана ұйықтап атқандарды сұраймын мен, не үшін ұйықтап атсың? Не жетпейді сендерге? Продаж жасамай атқандарды ұрсам, бәрін ұрсам, сендерге ақша керек па, керек емес па? Мен оларды былайша айтқанда мотивация беремін, пинок жасаймын, арттарынан гонять етемін, былайша айтқанда. И всегда мотивация беремін. Не үшін? Оларға бірақ нәрсе керек, осындай наставник керек. Ол не только наставник, ол Каспи бойынша. Даже мысалы Марғұлан Сейсенбайдың 1 жылдық сопровождениесі қанша тұрады? Мен естуім бойынша $1 миллион. 1 жылдығы. Ана бір орыс кәсіпкер салған еді. Мен осы Қазақстанға келіп, Марғұлан Калиевичтан $1 миллион 1 жылдық наставницасын алдым деп озвучкамен. Мен сол видеоны көргем. Яғни Россиядағы орыстардың өзі үлкен келіп Марғұланнан оқып жатыр да. Не үшін? Ол ойлайсыз ба бір нәрсе үйренеді деп? Жоқ. Ол жерде сопровождение, оның опытын сатып алады. Адамдарға көбінесе бірақ нәрсе жетіспейді ғой. Самоуверенность, яғни бір салаға, ол салаға кірмеген соң қорқақтық по-любому болады. Даже менің өзім наставниктерім бар. Мен өзім наставничество аламын. Неге? Көп жерде мен де рисковать етуге қорқам. Менен алдын рисковать етіп қойған, мен кіретін жаңағы рискқа кіріп қойғандар бар. Мен соларын сатып аламын. Солар маған мотивация береді, бағыт бағдар береді, стратегиям құрып береді. Ал мен есе өзім учениктеріме стратегия құрып беремін. Соның арқасында қазір 13 ученигім бірінен соң бірі аптамен апта, аймен ай результат көрсетіп жатыр. Ненің арқасы? Ортаның арқасы. И әр апта мен оларға дедлайн беремін, задача беремін, гонять етемін, былайша айтқанда. И мысалы единственный айтайын, Каспи селлерлерда бұндай круг жоқ, айдеке, нарықта жоқ. Айтайын ба? Мен еш жерде көрген жоқпын. Мен единственный өзімнің учениктерім арасында осындай орта құрдым. Каспи клуб. Яғни аптасына бір мәрте жолығамыз, тек Каспидің аясында сөйлесеміз. Ертең белый возды міндеттейтін болсам, мысалы белый возды бірігіп алып келеміз, любой нәрсені бірігеміз да. Единственный орта құрған өзімнің учениктерім арасында мен ғана шығар, шүкір. Бірінші форматта осына келдім мен. Басқа Каспи селлерлер жиналып қалса, шай басында отырып қалса, бір-бірін конкурент көріп кете ма или? Иә, көбінесе былай. Негізі дамығаны орыс аудиторияда дамыған. Орыс аудиторияда всегда сондай ғой. Бізге қарағанда алдында болады. Бизнес клуб. Иә, орыс аудиторияда селлерлер бір-бірімен араласады. Бірақ олармен біздің қазақ аудиториядағы ауылдан қарапайым келген мышлениесімен мынандай жігіттер біз сияқты, олармен тіл табыса алмайды. Олармен менталитетің қойд, жаңағы мышленияң тура келмейді. Әңгімен жараспайды олармен. Мысалы да, біз мысалы Камри алу керек, ойбай 570, 2 этаж үй саламыз деп мотивация құрып жүргенде, олар ондайға фокус қоймайды. Олар қалай Балида жатып ақша тапсам болады, мына системаны, операционканы араластырмай, қалай болашаққа откладывать етсем болады, қалай путешествовать етсем болады деген мышлениемен жүреді да. Ол қарапайым ауылдағы әке-шешесін аяққа тұрғызамын, әкеме машина мінгіземін, 2 этаж үй салып беремін деген мақсатпен жүрген қарапайым ауылдың қазақ жігітінің мышлениесіне тура келмейді да. Ол орыстың мышлениесін ол қазаққа тығатын болсаң, қазақ выгорать етіп кетеді. Біздің қазақтарға не керек? Бірінші очередь әке-шеше, отбасы, бауырлар бірінші орында тұрады. Ертерек үй салып берсем, әкемді, шешемді умраға апарсам, ертерек жағдайларын жасасам көзі тірісінде деген мотивация тұрады әрбір қазақ жігітте. Қазақша ойлана алатындарды айтып жатырмын. Сол үшін чуть-чуть кемейді. Ал қазақ аудиторияда бұндай орталар өте аз. Бір-бірін конкурент көреді, бір-бірін жаңа араласқысы келмейді, эгосы жібермейді деген секілді. Мен талай селлерлерге жазам, шай ішейік деп. Көбісі бүйтіп қашады. Как будто мен соның секретін біліп қойып, не қылып кететін секілді. Бірақ мен всегда ашықпын кездесуге. Енді қазір 2026 жылы Каспиде бір дамып атқан, күшті өсіп атқан категориялар бар ма, былайынан бөлісіп кете алатынбыз? Ең главный айтарым, ең быстро растущий категория Каспиде ол киім. Алдындар киім деген Каспиде жоқ болатын. Саусақпен санарлық еді. Бар еді, бірақ тек женский аудиторияда еді. Қазір мужской қосылды, женский қосылды, спортивный қосылды. Мысалы элементарный шуба категориясы бар. Менде бір ученик бар, атын айтпай ақ қойын. Жеке наставта оқып кеткенше. Атын айтсам ренжиді. Сол ученик менде оқыды, келді обучение. Ол айтты маған, Жаке деді, мен шуба сатам деді сразу. Менде шубаның поставщигі бар, Қытай, келісіп қойдым. Мен шуба сатам. Жақсы, кірдім, қарадым шуба категориясын. 23 жыл. Шуба категориясына бет Каспиге шуба деп жазсам, сенесіз бе 560 па, 570 па шуба ғана шығып тұр ғой. Сонда шуба категориясында 570 ассортимент бар деген сөз ғой. Ол ненің белгісі? Бос деген сөз. Вообще ешкім кірмеген деген сөз. Бит высокий рейтингті бассам, ең отзывы көп шығарады ғой.
Қарасам 6 отзывпен ғана ма тұр ғой ең көбі. Яғни шуба категориясы зеленый светофор бос еді. Ол бала кірді, 300 ассортимент тіркеді. 300 ассортимент вручную брендпен тіркеді. Тіркейді, Каспий жұма басталады. Бір аптадан соң Каспий жұма кезде 100 шуба сатады. 100 или 120 қателеспесем. 3 күнде. 6,5 миллион ба, 7 миллион ба таза доход табады. Бір шубадан 50 мен 150 мың теңгенің арасында таза пайда көрді. Мощный. Ал енді қазір ол бала не істеді, товарыңыздан шықты, жапты, потом маржасын көрді. Алдыңғы ай мысалы мен кейс видео түсіргенде ол 120 миллион оборот жапты. Осы қыста. Қыста 2 Каспий жұмаға ілінді. 120 миллион оборот жасады, таза 20 миллион ба көтерді. Мысалы. Қазір осы жылы кірмеді. Не үшін кірмеді? Себебі эко шуба келді да нарықты ұйықтатып тастады. Қытайлар эко шубаны шығарып тастады. 15 мың, 20 мың, 30 мыңға 300-500 мың тұратын шубадан айнымайтын эко шубалар шықты. Ол бала қазір шубамен айналыспайды. Өйткені смысл жоқ қой. Халықтың бәрі нені алып кетті? 15-20 мың, 30 мыңдық шубаларды алып кетті де 500 мың емес. Түсіндіре алдым ба? Сол сияқты, вот именно киім категориясы ең самый быстро растущий категориялардың бірі Каспийде. Сонда қазір жаңа бастап отқандарға киім категориясына кіруге ұсынасыз ғой, совет бересіз ғой? Ұсынамын. Именно киім категориясында мысалы нелер бар. Жаңағы базарда сататын тәтелер бар. Мысалы да. Базарда отқан кісілердің ошибкасы в том, что олар әлі күнге шейін жабайы саудамен отыр да. Байқайсыз ба, базарда, TikTokта мен көп көрем, сатушылар салып қойған, халықтың бәрі қайда сату жаңа сатылым азайып кетті деген секілді видеолар салып қойған. Неге? Потому что баяғыда қандай факторлармен базарға баратын еді? Баяғыда Каспий жоқ еді ғой, онлайн заказ беру мүмкіндігі жоқ. Екіншіден, доступность жоқ еді. Тек базарға ғана барып ала аласың сен. Үшіншіден, доступность, ассортимент болған күннің өзінде сен торговый центрға барсаң, ол жер қымбат. Завышать етіп сатады. Дұрыс па? Киімді. Енді осы 3 факторға негізделетін болсақ, енді қазір осы үшеуінде возражениесін жауып тастады ғой Каспий. Мысалы, онлайн заявка беру мүмкіндігін берді ма? Берді. Екіншіден, демпингтің арқасында Каспийде ең төмен баға ма? Төмен баға, арзан демпингтің арқасында. Үшіншіден, допустим, ассортимент бар ма? Бар. Даже базардан таппаған ассортиментін Каспийден табасын. Дұрыс па? Осы 3 факторға негізделе келе, 4-ші фактор онлайн. Ең главный нәрсе да, онлайн. Яғни базарға барып, парковка, место іздеп жүрмейсің да. Онлайн бердің, келді, алдың, не қылдың. Еще ең бастысы сапасына гарантия бар да. 14 күнде сен возврат жасай аласың клиент тарапынан. Размер дұрыс келмей қалды, орнына басқа цвет сал жер деген секілді. Сол кезде не істей аласың? Сол нәрселерді жасай аласың. Ал енді айтатын болсақ, мысалы, базарда отқан кісілердің ошибкасы әлі күнге шейін базарда клиентті күтіп отыр. Хотя ол кісілердің целевой аудиториясы клиенттері барлығы Каспийден заказ беріп отыр. Түсіндіре алдым ба? Базардағы кісілерге айтарым, хоть ол игрушка сат, хоть ол посуда сат, хоть ол жаңағы одежда сат, хоть нижний белье сат, базарда құр отпа. Базарда и так та TikTok көріп отсың, уақытыңды кетіріп. Қолыңа ноутбугыңды ал, Каспийге сопровождение кел маған, мен полный үйретіп берем. Со товарларыңды под брендом, товарный знак заявка тастап қойып, өзіңнің брендіңмен и так та ол кісілердің поставщиктері бар, қытайлар болсын, оптовиктері. Оларға попросить етсе, ол қанша жылдық еңбегі бар ғой бұл сатушылардың, оптовиктердің. Под бренд жасап бере алады, хоть аз количествода да. Сол не істейді, уже под брендом тіркейсін, маркетинг қосып, магазинге. Сөйтесінде заказ түсіп бастайды. Яғни құр азынан кештедер суықта, қақаған қыста, немесе жаздың шілдесінде, ыстықта, базарда күтіп отыра бермей, онлайн жұмыс жасауды үйрену керек. Именно кімдерге айтып отырмын? Базарда сататын өзінің бутигі бар кісілерге айтарым, біреудің брендін, Қытайдан келген тауарды, дұңғандардың брендін дамытуды қойыңдар. Өздерінің дәл сол тауарды өзіңнің брендіңмен әкел. Поставщигіңе айт, Қытайға шық прямой. Дәл сол товарың не істейсің? Сатыла берсін. Посуда ма? Сен посудаң сатыла берсін. 6 персон, 12 персон. Киім ба? Сатыла берсін. Дәл сол товарларды просто не істе? Өзіңнің брендіңе алмастыр. Қытайға дәл соны киім ба? Этикеткасында сенің брендің жазылып тұрсын. Жаңағы 12 персон посуда ма? Жаңағы оның сыртында полный сенің логотипің мен коробкаң тұрсын. Бытовой техника ма? Біреулердің кезіндегі
біреудің брендін дамытқанша өзіңнің брендіңмен әкел. И все. Мен бизнесті жауып таста, базарды жауып таста, кет деп отқан жоқпын. Базарда и так TikTok шылап отырсың уақытыңды кетіріп. Сол уақытыңды онлайн продажаға фокус қой. Каспиге қой именно. Мен айтып отқан жоқпын, таргет жібер, креатив түсір, ойбай отдел продаж құрып сат деп отқан жоқпын ғой. Мен бір-ақ нәрсе айтып жатырмын. Каспиге кіріп, тіркеп, маркетингтің бәрін, инструменттерін бәрін үйреніп, соны топқа шығаруды үйренсең болды. Ары қарай заказ түседі, клиентпен сөйлеспейсің да. Заказ түседі, размер бәрі көрініп тұрады, упаковка жасадың, кури пакетке салдың, сыртынан накладной жабыстырдың да, барып замлерге өткіздің. Каспи өзі жеткізеді, ақшаны өзі түсіріп береді, бәрін саған жасап береді, клиентті де әкеп береді. Сен клиентпен сөйлесіп те өре алмайсың. Клиентке жатып барады товарың, и все. Ары қарай уже не істейді? Жаңағы саған отзыв қалдырады. И зато сен азаннан кешке дейін барахолкіде не болмаса базарда отырып саудам жоқ деп жылағаннан гөрі Каспи арқылы сат. И все. Мен соны ғана айтамын. Көбісінің ошибкасы осы жерде. Яғни баяғы системамен қақ кеткен, баяғы мышлениемен. Екеуімен де сату керек. Енді жаңалықтарда өткен жылдар айтты ғой. Каспи турциялық маркетплейсті ма сатып алды деген, қателеспесем. Сол Каспи селлерлер сол жақта сату мүмкіндігі деген бар ма, или ондай әлі жоқ па? Вообще ондай планы бар ма негізі Каспидің? Каспиде қазір сондай сыбыс тарап жатыр, информациялар. Әлі достоверный емес, бірақ ол жаңағы жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Сол үшін бұл скоро болады деп ойлаймын. И мысалы Михаил Ламтадзе сатып алды ғой, турецкий маркетплейсті, который 80 или 120 миллион тұтынушысы бар. Хепси Борада деген жаңағы маркетплейс сатып алды Ламтадзе. Енді не істейді, оның ішінде 80-120 миллион тұтынушысы бар жаңағы ол маркетплейс. Ол Турцияның нарығындағы компанияны сатып алды. Енді скоро сондай мүмкіндік береді. Именно Каспи мен сатушылар, біз сияқты селлерлерға біздің продуктыны Турцияға шығаруға болады, Турцияның нелері біздің Қазақстанға сата алады деген секілді ғой. Яғни ары қарай уже Европаның нарығына шыға аламыз деген сөз. Мысалы, енді сен өзіңнің брендіңмен отопың бар долгосрокқа жұмыс жасайтын болсаң, онда сенің тауарларың Европада сатылады деген сөз ғой. Сол үшін именно бұл кімдерге береді мүмкіндікті? Каспи мен сатушыларға береді. Каспи тоқтамайды, никак тоқтамайды. Қазақстанда банктердің арасында лидер кім? Каспи. Именно IT жағынан оңайластырылған бүкіл функционалы қолжетімді кім? Каспи. Товар, маркетплейс, e-commerce бағытында товарларды ең көп кім жіберетін кім? Каспи. Элементарно продуктының өзін через Magnum Каспи арқылы беретін болдық. 5000 теңгеден жоғары доставка тегін. Мен базарға ақыр рет қашан барған есімде жоқ айтеге. Өйткені кіресің, бәрін онлайн бердің, курьер тегін жеткізіп береді үйің есігінің алдына. Каспидің арқасында не істеді? Magnum 98 или қателеспесем 97% Magnumның акциясын Каспи сатып алды. Яғни Magnum қазір Каспидкі деп айта аламыз. Элементарно продуктыдан бастап строй материал бүкіл тауарды Каспи жеткізіп жатыр. Статистика бойынша Каспидің күніне жіберетін несі қателеспесем, баяғыда естіпем 120 мың мен 150 мың арасында товар жібереді деген. Ол баяғыда. Ал қазір күніне қанша жібереді? 500 мың товар жіберсе қателеспеймін күніне. Уже нарықты жаулады Каспи. И Каспи бұмен тоқтамайды. Ол ертең Азияны бағындырады, басқасын бағындырады деген секілді кете береді дальше больше. Инстаграмда, Threadsте кейбір Каспи сатушылар жаловаться етіп жылап жатады ғой, Каспи мен карточкамды блокқа тықтығы деген сияқты. Сол жиі кездесетін проблема ма негізі? Иә, Threads'та көп оқитын ол новичоктардың жазбалары ғой основном. Мен көретінім ше. Олар көбінесе не алады, Каспиді белгілейді да, что за не Каспи, отвечайте, почему магазинді блоктадың или карточкамды блоктап тастадың деп Каспиге наезжать етеді да, былайша айтқанда. Мен айтамын да ол жерде, ол Каспидің қатысы жоқ қой. Мысалы айтатын болсақ, көбісінің ошибкасы мынада: товар тіркеуді біледі, Қытайға заказ беруді біледі, товарды жіберуді біледі, болды да, бірақ рейтингқа мән бермейді. Каспиде рейтинг бөлінген. Задержка товарға рейтинг бар, возвратқа, доля, отмена, осы үшеуі ең маңыздысы. Егер осы 3 пунктта өзінің пропорциялар сақталған, қанша пайыздан жоғары көтерілмеу керек, қандай көрсеткішпен есептелінетіні, осыған мән бермейді ғой көбісі. Түсіндіре алдым ба? Возврат, доля возврат көйіп кетеді, или отмена заказ көйіп кетеді, или задержкасы көбейеді да. Каспи бір предупреждение береді, бір предупреждениеден реттелсең реттелдің, екінші рет қайтып косячить етесің ба, Каспи полный блокқа тағады. Баяғыда қалай еді?
бір нарушениеға Каспий просто ескерту беретін. Екінші рет нарушать етсең, бір аптаға блокқа тығатын. Үшінші рет нарушать етсең, 2 аптаға блокқа тығатын. Төртінші рет нарушать етсең, тағы бір нәрсесі бар еді. Не үшін баяғыда сатушы жаңағы біз сияқты продавецтер аз еді. Каспий бүкіл жағдайға кірді. Ал қазір сатушы жетеді, Каспий өзінікін ультиматум қойып отыр да. Былайша айтқанда, істесең істе, істемесең блокқа тыға саламын деген секілді. Бірінші предупреждение береді, екіншісіне тағы косячить етсең, блокқа тығып жібереді. И көбісі жылап жүргендер новичоктар. Осын рейтингке қарамайды, қалай жасау керек, не істеу керек. Хотя бопты білмейдің да, қызыл жанып тұрма, сразу. Қазір Каспий селлерлер болса, новичоктар, магазинге кіріңіздер, рейтинг бөлімін ашыңыздар, сол жерден қараңыздар, доля отмен қанша, доля возврат, доля жаңағы не задержка қанша. Ішіне кірсеңіздер, қанша пайыздан аспау керегін көрсетіп тұрады. И количество заказ көрсетеді, количество отмена или задержкасын сан тұрады. Мысалы, 125 товар жібергесін, 15 возврат болып тұрады. Ол кезде қызыл жанат пропорциясы есептелінеді ана жерде. Сол пропорцияны түсін, ChatGPT-ге жібер, мынау неге бұлай болып тұр? Мен не істей аламын? Не жасасам, бұл жерде көрсеткіш азаяды, қызыл жанғаны азаяды десең, ол саған шарт береді ChatGPT. Қанша продажа жасауың керек? Яғни продажа көп жасаған сайын, сенің жаңа задержка, отмена, возврат, қызыл жанып тұр, доля, солар азая береді, ол пропорция сақталады да. Сенің заказ саның аз, бірақ задержка, отмена, возвраттар көбейген сайын, сенің жаңа рейтингің қызара бастайды, қып-қызыл жанып, блокқа кетесің скоро. Ал сатылым саны көбейген сайын не болады? Анау жаңа қызыл жанып тұрғандар азаяды. Сол үшін бірақ нәрсе да, егер рейтингді чүйт құртып алдың ба, онда бір лайфхак айтамын. Біз қалай жасайтынбыз? Рейтинг құлап кеткен кезде, задержка болып қалады, отмена болып қалады, возврат болып қалады да, мысалы. Біз сол кезде не істейміз? Каспийге кіресің, салфетка деп жазасың. Высокий рейтинг таңдайсың. Сол кезде 13 штук салфеткалер шығады влажный. 35 теңгеден, 37 теңгеден. Сол салфетканы, короче, астында бір 50 теңгеге алсаң болады. 100 штук, 200-300 штук заказ бересің Каспийден. Ол товар келеді. Полный. Соны аласында, дәл сол карточкаға кіресінде демпинг жасайсың, бот қосып. Сөйтесінде количество заказды қолдан көтересің. Минимальный чекпен. Зато магазин блокқа кетіп маңыраған тиімдірек пе, әлде 1000 штук салфетканы 50 теңгеден 50 мыңға алып, просто так сат жеріп, зато рейтингді сақтап қап, магазиніңді блокқа кетудің алдын алған хайырлы ма. Зато сен ары кетсе 50-60 мыңға сот боласың, зато магазин блокқа кетпейді. Осы лайфхакты көбісі білмейді, мысалы. Чехол бар, мысалы көріп пе, 10 теңгелік чехол хит болып кеткен трейдста. Я заказал чехол дейді, қасына влажный салфетка подарок келіп тұр. И оны бит 100 штук берейін десең, количество 2-3 қойып қояды әдейі продавецтер. Осы рейтингті көтеру үшін қойып қояды бұлар. Түсіндіре алдың ба? Мықты. Яғни пропорцияны, осыны білмейді ғой қарапайым халық. Осыны сақтай алсаң, задержка, возврат, доля отмен, қызыл жанып қалды ма? Осындай мелкий товарларды страшно өтетінше, сондайлар кірді демпинга өтетіп со товарды алып. Жібере бер клиентке. Болды. Анау зато сенде сатылым саны күшейген соң, аналар автоматом азаят пропорция сақталып. Сөйтеді да сенің магазин блокқа кетпейді. Бұл лайфхак. Негізі Каспийдегі тауарлар барахолкадан да арзан деп айтуға бола ма негізі? Иә, мысалы, бір трейдста оқып қалдым жазба. Бір кісі жазыпты да, мен өзім дейді 5-2 графикпен жұмыс жасаймын дейді. Сөйттім да бір күні суббота, воскресенье мен жаңа тірліктерім шығып қап, бір тауар алуым керек болды дейді да. Субботасына бос болмайтын болдым дейді да, выходной күні. Сол үшін мен бастығымнан ерте сұранып, әбеттен кейін жаңағы жұмыс уақытында сұранып, барахолкаға барып, сол товарды алдым дейді барып. Сөйтіп әкеліп, ол товарды үйге әкеп, Каспийге кіріп қарасам, ол товардың бағасы Каспийден қымбат дейді да. Каспийде арзан болып тұр ол товар дейді да. Сонда менің жұмыстан сұранып, пробкамен барып келгенім ғана қалды дейді да. Хотя Каспийден бересем болады екен ғой дейді да. Өйткені Каспий ненің арқасы? Демпингтің арқасы. Демпингтің арқасында баға құлады. А ол кімге тиімді? Қарапайым халыққа тиімді. Завышение товар жоқ та. Маржа ары кетсе 2-5% ғана құрайды оптовиктердікі. Ана карточка өліп қалған, баға құлап. Бірақ халыққа тиімді. Сол үшін қазір заказ беретін болсақ, бірінші Каспийден көремін мен. А базарда ол 2-3 есе бағамен тұрады. Или магазиндерде. Элементарно. Сол үшін бір зат алатын болсаңыз, через Каспий бағасын көрінгенді ұсынамын. И Каспийде ол арзан. Мысалы, киім. Пиндододағы бағамен бірде ғой Каспий. Пиндодода 15 күн күтесің, Каспийде в день заказ. А еще Қытайдан сен, допустим, Пиндододан заказ берсең, возврат жасай алмайсың ғой. Мысалы да, киімге. Просто алып қаласың, или ауылға бір нелерге жібересің киім-кешекке, мысалы да, келмей қалса. Ал Каспийде размер тура келмей қалса, сен возврат жасай аласың ғой.
и возвратты қабылдайды. Сол плюсы бар да. Сол үшін Каспидің бағасы Қытай сайттарындағы Pinduoduo 1688 мен пара-пар болып қалған ашық карточкалар. Бірақ ол ашық карточканың бір минусы бар, ол жерде сапасыз товарды тығады. Сол минусы бар. Яғни клиент ретінде мен бір зат алатын болсам, ашық карточкадан алмаймын. Брендтен алам, қымбат болса да. Неге? Брендпен сататын адам, ол долгосрокқа жұмыс жасайды ғой. И ол не істейді? Товарынан ақау шықса, ол саған ауыстырып береді. Возврат жасап бере алады. Ал ашық карточкадан алған клиент бар ғой, сен оған возврат жасасаң да игнорт етіп ұстай салады. Неге? Өйткені ол ашық карточкада бүгінгі күнмен өмір сүріп жатыр. Оларға бәрібір рейтинг қандай, негатив отзыв тастайсың ба, қарамайды, ашық карточка ғой. Ал сен өзіңнің брендіңмен өзіңнің карточкаң былайша айтқанда мәпелеп өсіріп жатқан бір балаң сияқты карточка. Соны көтеріп жатқан кезде 100 положительный отзыв тұр, клиенттерге сервис көрсетіп, подарка беріп, бәрін обслуживать етіп, идеально отзыв жинағасын, біреу келеді да негатив отзыв тастап кетеді. Сен қандай чувствода боласың? Біз ана негатив отзывты полный өшіртеміз, клиентке возврат жасап береміз товарын даже. Ұнамады ма, возврат жасайсаңыз, товар келсін, главное, в целом сохранности. Біз возвратты ақшасын қайтарып береміз, Каспи өзінің счетына түсіріп береді клиенттен. Біздің счеттан ақшаны алады да Каспи голдына клиентке түсіріп береді. Анау отзывы өшеді. Сол үшін клиент ретінде лайфхак айтам, брендпен сататындардан алатындар болсаңдар, негатив отзыв, олар неге влиять етпеу үшін рейтингқа, олар проблеманы шешуге на принцип жүгіреді. Ал ашық карточканы алатын болсаң, сені игнорт етіп тастайды. Он магазин блокқа кетсе де, оларға грубо айтқанда бәрібір. Каспиде продавецпен сатушымен сатып алушы бір-біріне нөмірі көрініп тұра ма? Көрінбей қалды ма қазір? Қазір сол жаңалық болды, жақында ғана, 25-те біразында пилотный режимде болды. Қазір 26-тан бастап почти 90% ба сатушылардың номері көрінбейді. Каспи солай жасап тастады. Алдындары сатушы мен сатып алушының номерлері бір-біріне көрінеді, звондап сөйлесе беретін. Проблема шеше бересің, WhatsApp-ына жазып болсын. Қазіргі таңда клиентке сатушының номері көрінбейді, сатушыға клиенттің номері көрінбейді, тек чат тұрады. Чат арқылы сөйлесіледі. Ол еще Каспи приложениясының іші арқылы сөйлесіледі. Чатпен сөйлесің, не болса звонок жасай аласың. Бірақ Каспидің бір минусы, бұл проектіні, бұл нені жаңағы стартапта или өздерінің нововведение деймін ба, қалай айтам өзі, жаңа өзгерісті бұлар бірінші тест жасау керек еді. Қазір мысалы біз клиентпен сөйлесейін десең, дауыс естілмейді, тупить етеді, сейт ұстамайды. Яғни Каспидің сбойы, Каспи әлі не проработанный бір функциясы ғой бұл. Каспиге айтасын жалып жасап, дауыс естілмейді клиенттің. Біз устранять етіп жатырық, болашақта бәрі четкий болады, күтіңіз дейді. Ал мысалы клиентпен сөйлесе алмайсың сен. Ал еще сен клиентке сатушы болып тұрып бар ғой, клиентке чат арқылы жазып, саламатсыз ба, WhatsApp номеріңізді беріңізші десең, Каспи магазинді блоктап тастайды. Прикиньте, Каспи солай ескертеді. Магазинді блоктап тастаймыз дейді, номер сұрама дейді. Сөйтіп номер сұрап, блокқа кеткен магазиндер бар. Не үшін жасап жатыр Каспи? Полный переписканы, звонокты отслеживать етеді. Сол үшін жасап жатыр. Иә. Негізі маркетплейстің бәрінде сондай ғой негізі. Номер көрінбейді ғой. Өйткені конфиденциальность деген зат бар. Клиенттің полный несі көрінбеу керек номерлер. Ал енді хотя бы жасамаймыз Каспиге айтарым. Бірақ та проработанный қылып уже тест жасап, уже четко жұмыс жасайтын кезде беру керек та бұлар. А бұлар шикі күйінше берді. Ал енді қазір клиентпен сатушы телефонмен алло деп бір-бірін сөйлесін, дауысын ести алмайды. Ал WhatsApp сұрайын десең, магазин блокқа тығам деп Каспи ескертеді. Сонымен несесін чатта сөйлесіп отырасың, амал жоқ. Каспидің бір несі сол ғана болып тұр қазіргі таңда. Может, алдағы уақытта ол өзгеретін шығар. Бірақ та несі. Бұлар не үшін жасады деп ойлаймын? Ең главный нәрсе мошеннический схемаға ілінбеу үшін. Өйткені клиенттің номері көрінеді деген сөз, клиент любой уақытта хабарласып, мошеннический схемасын іске асыра алады да сізге. Ал номері көрінбеген соң, ол уже тек чат арқылы сөйлеседі. Бүкіл чат уже тексерісте болады Каспидің. Запистен бастап, телефонный разговордан бастап, бүкіл переписка. Сол үшін жасады. Қазіргі таңда көрінбейді. Сатып алушыға сатушынікі, сатушыға сатып алушының номерлері бір-біріне көрінбейді. Жаңадан бастап атқандарға айттыңыз ғой, киім жаңағы категориясына кіре беріңдер күшті деп ше. Бір танысым бар еді, әдемі очки киіп алған, сұрасам, Каспиден заказ бердім дейді, қалай заказ бердім десем, қалай, қаншау деп сөйтіп, көп заказ бердім дейді, и 10 штук заказ бердім, арасынан 2-3-еуін таңдап қалғанын возврат жасап жібердім дейді. Тағандай естідім, киімді алып, бір рет там киіп, тойға деген сияқты да,
потом қайтадан возврат жасап жіберу деген сияқты сондай рисктері туралы не айта аласыз? Мен былай айтамын, мысалы киім сататындарда или аяқ киім сататындарда большинство проблема осы. Небір андай қалай айтсам болады, ары жоқ, ұяты жоқ, намысы жоқ сатып алушылар бар клиенттер. Яғни заказ береді клиент болып, тауар келеді, тауарды мысалы көйлекті тойға кетті, қайтып сал жібереді. Аяқ киімді киетті, киіп размер не подошел деп сал жібере салады. А размер не подошел деп тұрып сен белгілейтін болса клиент, Каспи бізге қабылдатқызады ол возвратты. Мысалы оны жарайды экспертизаға аласың, соттассаң болады жаңа аспорт етіп ше. Бірақ та ол жерде ең главный нәрсе бирка, одеждада айталатын. Өзіңнің биркаң болатын болса, сол этикетка биркаң жыртылмау керек. Егер ол жыртылса, товарный вид испорчен болып есептелінеді. Ал товарный вид испорчен болса, Каспи спорда сенің жағыңды алады да клиентке отказ береді, товарыңды қайтып ал деп. Ол кезде клиент ештеңе істемейді. Бірақ клиент назло негатив отзыв тастап кетеді көп жағдайда. Ал енді бұндай жасайтын сатушылар, мен ойлаймын, андай нелер ғой, адамның ақысы, несі, уақыты, энергиясы деген түсінбейтін адамдар. Олар ойлауы мүмкін, якобы мен умныймын, өйстіп жасадым деп. Бірақ ол өмірінде бумеранг болып қайтады өзіне. Соны ұмытпау керек та. Ақысына кіріп жатыр ол сатушының. Просто егер 10 ассортимент көргің келсе, просто так бар да, оптикаға барып сатып ала сал. Киімді егер неғылың келсе, прокатқа ала сал, киіп тойға неғылың келсе. Бірақ оны Каспиге заказ беріп, қайтып возврат жасап, клиенттің сатушының ақысына кірудің қажеті жоқ. Ондай случайлар өте көп болған. Ол кезде Каспи көбінесе жағдайда клиенттің жағын алады да, сатушылардың емес. Біз всегда как средний ребенок ретінде екінші планда қалып кете береміз ғой. Вниманием бәрін старший ребенкқа кетеді ғой, или ең кішкентай младшыға. А средний сторонке қалып кетеді, дұрыс па? Тура сол сияқты Каспи бұл жағдайда клиенттерді бірінші орынға қояды да, ал біз сияқты Каспи сатушылардың дауысын естімейді. Просто былай игнорить ете салады. Көп Каспи сатушылардың уәжі бар, Каспиге негіз бар ғой, әжептәуір. Айта берсең жыры көп оны. Каспи Pay дей ма, қателеспесем Каспи Pay'дің ішінде жаңағы сатушылар үшін Қытайдан тікелей 1688-ден товар закупать ету функциясы пайда болды. Қазір істеп жатыр ма, істеп жатқан жоқ па, қандай этапта қазір ол? Былай ғой, негізі былай жасалынады. Каспи енді большой игрок қол, дұрыс па? Тем более ол егофпен біздің жаңа өкіметпен тығыз байланысқан. Сол үшін Каспи бірінші Қазақстанда қандай заң қабылданатынына шейін алдын ала біледі деп ойлаймын. И соған подустроиться етеді, алдын ала адаптация жасай алады. Неге ол B2B сегменті Каспи шығарды? Хотя өзінің нарығы жететін еді ғой оның, екі ортада и так посредник болып ақша тауып жатыр еді. Өйткені Қазақстанда скоро карголарды жайлап уже легальный жолға өткізеді. Карголарды жайлап қыса бастайды. Бірден тоқтата алмайды, границаны 99% уже сол жолмен келатыр. Тоқтата алмайды, бірақ та жайлап тоқтатады. Мысал айтатын болсақ, қазір Каспиде нацкаталог дегенді енгізіп қойды. Единый национальный каталогқа сенің тауарың тіркелу керек. Яғни әр тауардың өзінің NTN коды болу керек, штрих коды. Сол арқылы Каспи, былайша айтқанда, Каспиде қанша сатылды, жаңағы границадан қанша кірді, перерасчет болады, расчет жасалынады. И налоговый уже біле алады да. Мысалы, сенің тауарың границадан белыймен 1000 штук кірген, фактически Каспиде ол 3000 сатылған. И налоговый сенен сұрай алады да, 2000 қайда деген секілді. Сол легальный жолға, былайша прозрачный болу үшін алып бара жатыр. Заңның бәрі жайлап қолға алынып жатыр. Түсіндіре алдым ба? Ал енді ертең карго тоқтайтын болса нарықта, уже белый возбен алып келуге тура келеді. Белый возбен алып келу ол кәдімгі былайша айтқанда оңай емес, қиын. Ол жерде брокер жалдайсың, сертификат соответствие бар, бүкіл документ жасайсың, инвойс, ақшаны счетқа, банк счетына лақтырасың Қытайдың, кубын есептеу керексің, местасын полный. Кәдімгі жұмыс ол, әжептәуір. Ол жерде әрбір ошибкаң ақшаға есептелінеді. Бір ошибка жібердің ба, дұрыс емес, допустим, ТНВ бар, несі бар, ТНВ код деп айтады, тауардың коды. Соны дұрыс указать етпедің ба, әрбір ошибкаң ақшаға ұстойды, былайша айтқанда. Ал енді оны сен әрбір қарапайым адам әкеле алмайды ғой. Еще оған объем керек. Мысалы, гиганттарға ол оңай жасай салады, мамандарын жалдай салады, ақша бар, объем бар. Далғы сұраққа жұмыс жасайтындар, ол қаласа да, қаламаса да жасайды. Мысалы, біз де сөйтеміз. Ал бірақ Каспи не үшін B2B сегмент шығарды? Осы үшін шығарды.
ертең каргоны запрет беріп белый возды міндеттейтін болса, ол кезде Каспий айтады: вуаля, B2B сегмент тұр, менен бере бер заказ. Яғни ол Қытаймен біздің, ол былай жасады ғой Каспий, клиентпен біз сияқты сатушыларды екі ортада посредник болып ақша тауып жатыр еді. Енді бұл не істеді, екінші сегмент ашты да B2B форматына көшті. Яғни біз сияқты сатушыларды прямой Қытаймен жалғап екі ортада посредник болып ақша тауып жатыр. Ол не істейді? Бірақ Каспиймен беретін болсаң, плюсы бар. Қандай плюсы бар? Мен есептеп көрдім, баға жағынан қымбат шығады, базар жоқ. По-любому завышение болады, өйткені Каспий өзінкін қойып отыр ол жерде. Белый, НДС бәрін қосқанда. Бірақ та бір плюсы, сен сол жерден заказ бересің. Каспий екі ортада гарант па? Гарант. Екіншіден, ол тауарыңды бір апта 10 күнде тауарыңды белыймен кіргізіп береді Каспий. Максимум 2 апта шығар. И заказ берген кісілер де бар, тест жасап. Мен скоро берем. Ол кісілердікі 10 күнде келіп қойды тауарлар. Тауарлардың бәрі белыймен кірді. Қолыңа документіңді, полный растаможкаңды, бүкіл документіңді береді. Прикиньте. Сонда белый воз ғой, ұйқың тыныш болады былайшында. А Каспий бұны алдын ала біліп, просто подустроиться етіп, яғни адаптация жасап, алдын ала дайындап қойып отыр. Ертең қысқан кезде айтады, B2B сегмент тұр, давайте кіріңдер. Ал свой өзінің брендімен сататындар үшін тоже осы Каспий Pay'дің ішімен 1688-ден заказ бере бере ма? Каспийде қазір сол B2B сегмент ішінде бренд деген функция бар. Яғни под бренд бере аласың. Бірақ брендтің несі, жаңа айттым ғой, Қытай 10 штук саған жасап бермейді. Ол 100 штук, 1000 штук, 500 штук сақты өзінің определенный количествосын сұрайды брендке. Сол сияқты ол жерде начинается, қателеспесем, $10,000 басталады. Қателеспесем. Сол жерде өзінің несін жазып қойған, суммасын Каспий. Осынша суммаға заказ беретін болсаң, сенікі брендпен шығады деген сияқты. Онда жасап қойған Каспий. Бәрін ұйымдастырып қойған. Қазір енді түсінуім бойынша Каспийде андай, мысалы, киімді алатын болсақ, там Adidas, Nike, Boss деген сияқты брендтерді уже қатты до конца қысты, қазір уже вообще сатамайсың, дұрыс па? Реплика деген сияқты базарда мысалы талай сатып алады, әртүрлі Adidas, Boss деген сияқты. Оны Каспийден никак сатамайсың. Сата аласың, бірақ та сертификат сұрайды. Официальный договор, фискальный чек, соларды беретін болсаң, ашып береді категорияларды. Бірақ та қазір базарда, хойтнау торговый центрларда, сатып отыр ғой. Или Каспийде нонейм товарға өткізеді кроссовки деп. Бірақ фото контрольден успешно өтіп кетеді. Каспийдің сбойы ғой енді. Adidas өтіп кетеді, Nike өтіп кетуі мүмкін да, мысалы, соны тығып атады репликаларын. Мысалы, недавно бір ученигім бар, менің не сататын, одежда сататын, аяқ киім сондай сатады. И ол ученигіме почти бір 6 ай или жарты жыл алдын бір сообщение келген юристтен. Жаңағы бір юрист жаз жерген осындай досудебка барлығын толтырып претензиясын. Типа біз бұл брендтің несіміз официальный Қазақстандағы дистрибьютор сияқты, или потребность защите прав деген сияқты брендтің сондай несіміз официальный деп жіберген мынандай полный документ. Ол мән бермеген мошенник деп ойлап. И жарты жыл өтеді, қараса Каспийге уже не кеп тұр, арест кеп тұр. Счет выставить етіліп, досудебка. Яғни олар 400 000 теңге ма штрафқа ілінген. Ол жігіт бренд сатқан. Жаңағында әртүрлі брендтер бар, Boss бар, Adidas, Nike, әртүрлі осындай брендтер бар, соның копиясын сатқан. Соны Каспийде сатып атқан көрген ғой юристтер аналар осы Қазақстанда. Солар заказ береді қолдан подпольно. Сөйтеді, короче, соны дәлелге көрсетіп тұрып, міне Каспийден сатып алынды, фотофиксациясымен сотқа береді ИП-ны. Дәлелдің бәрі болған соң сот не істейді, анаған береді. И бұл, короче, бірдеңе МРП, примерно бір 400 000 теңгенің төңірегінде штраф салынып жатыр. Мысалы, сол бала қазір төлейін деп жатыр ақшасын. Не только ол Каспий, даже барахолка болсын, хойтнау не бар ғой, торговый центрлар полный. Соның барлығында уже жаяу жүріп, осындай досудебка толтырып жатқан юристтер бар. Ол жаңағы брендтердің осы Қазақстандағы официальный защите прав бренда ма, потребителей ма, сондай бірдеңесі бұл. И бұлар кәдімгі заңның жүзінде жеңіп шығып жатыр. Сол үшін скоро уже брендтердің, топ брендтердің өзін копиясын сата алмайсың. Мысалы, шетелде сата алмайсың ғой, дұрыс па? Шетелде кәдімгідей не бар? Штраф бар, полный нәрсе бар. Біздің Қазақстан енді дамушы мемлекеттердің қатарына кіріп отқан соң, бізде әлі біраз нәрсе әлі артта қалып жатырық та, бірақ осыған келе жатыр уже. Ертең сонда қараңызшы айдеге топ брендтерді сата алмасаң, әркімнің өзінің егесі бар, брендтің егесі бар. Ашық карточкада сата алмасаң пайда жоқ, оптовиктер жеп тастап жатыр сен қытайлармен дұнғандар. Не істейсің сонда? Единственный вариант ол өзіңнің брендіңмен сату. Не болмаса Сырымбектау сияқты официальный дистрибьютор алып келесің шетелден договормен.
бір брендтің осы Қазақстандағы официальный сатушысы боласың, сөйтіп дамытасың. Осы жолдарды ғана ұсынамын. Либо бренд, либо дистрибьюторство болды. Либо үшінші производстводан өзі под брендом. Егер под бренд болмаса, ашық карточкада жем боласың. Осы Каспиге кірерде кейбіреулер, көбісі шығар, наверное, қорыққаннан ба білмеймін, арзан чекпен кіретін сияқты, арзан тауарлармен. И кейбіреулер уже үлкен чектегі тауарларды сата береді деген сияқты, маржасы да көп болатын шығар оларда. Сол адамдар қалай бөлінеді ондай үлкісі? Неге кейбіреулер сразу үлкен чектен бастап кетеді, ал неге кейбіреулер кішкентай чекпен бастайды? Бұл жерде көбінесе былай ғой. Көп Каспиге кірген новичоктар былай жасайды. Мелкий чекқа кіріп, күніне 1000 заказ жіберіп қиналғанша, лучше үлкен чектен 10 сатайын да, зато маржасы көп болсын дегенмен кіреді да. Иә, солай ойлайды. Бұл бірінші фактор. Екінші фактордағылар андай розовый очкимен кіреді. Яғни Каспимен айналысып ақша табу емес та, олар намерениясы. Олар ниеттері основном розовый очки, признание алғысы келеді. Не сатып атсың дегенде, ой, мынандай товар ғой, моющий пылесос, бытовой техника, для признания сатады. Түсіндіре алдым ба? Бұл екінші. Үшінші типтағылар, олар обороты үлкендер, ақшасы барлар. Оларға наоборот үлкен чектегі тауарлар кіре алады, оның полномочиясы, ақшасы, ресурсы жетеді финансовый жағынан. Бұл үшінші типтегілер. Енді қайсына кірген дұрыс дейтін болсақ, әркім өзін таңдау әртүрлі. Біреулер бар, жаңағы 5 товар үлкен чек сатады да, айына, допустим, 10 миллион оборот жасайды. Олар ары кетсе бір көбіміз 150-200 сатуы мүмкін, максимум айына да. А біреулер бар, допустим, 10 миллион оборот жасайды, бірақ айына 500 товар сатады деген сияқты, кішкентай чектен. Ол үшін ол әркім өзінің несіне қарай ғой, былайша айтқанда, таңдауына байланысты. Мысалы, мен айтарым, біз үлкенде де бармыз, среднийде де бармыз, малый чекта да бармыз. Мен бәрін сата берем. Үлкен чек па, пайда әкеп тұр ма, кірем. Орташа чек па, пайда әкеп тұр, кірем. Мелкий болса да кірем. Мысалы, мен қарамаймын. Өйткені мен осы атқа үшін до этого былай жүрмін, признание үшін жүрмін. Каспиде не сатып жатсың десе, ой, мынандай зат сатып жатырық деп. Ал мен қазір қарадым да, ақшаға ақша ретінде қарадым, по факту ше. Конкретно ақша алып келу керек қой, маған розовый очки не үшін керек, призвание не үшін керек. Мен естедім уже, қазір любой товарға кіремін, любой категорияда. Машықтың заты ма, машықтың катапайлкасы ма, тамақ ішетіні ма, ол жаңағы женский нижний белье ма, носки ма, маған бәрібір. Каспиде не бар, қай категорияда өтіп жатыр, брендпен сата берем. Неге? Чтобы маған ақша алып келу керек ол. Үлкен чекте де бармыз, кішкентай чекте де бармыз. Ал енді үлкен чек дұрыс па, кішкентай чек дұрыс дейтін болсақ, бәрі дұрыс, бірақ та сенің неңе байланысты. Мысалы, үлкен чек ол 24 ай рассрочка кезде ғана қимылдайды. Каспи жұмада ғана қимылдайды. Обычный күндері заказ аз түседі оған. Ал мелкий чек ол долгосрок. Ол мелкий чухать етпейді. Боранды да, ыстықты да, оған бәрібір. Өйткені мелкий чек ол востребованный товар, қол жетімді. Сол үшін не істейді ол? Қысы жаз, көктем күз өте береді. Мен соны байқадым. Мелкий чекте стабильность бар. Үлкен чекте стабильность аз. Оның заказ түсу өте аз. Бірде шөл, бірде көл. 24 ай кезде қимылдайды, қалған күндері тұрады. Ал оны сен содержать ету үшін үлкен чек болсаң, соответственно, допустим, айына 50 сататын болсаң, сен өлді 80-90 әкеп қоясың артығымен. Чтобы артық түсіп кетпеу үшін, дұрыс па? Запаспен. А сонда 40 товарың заморозка болып тұрады ғой, ақшаны ұстап. Сол үшін мен айтар едім, наоборот, не өтіп жатыр? Кішкентай чек па, не қандай болса да өтсе болды, сата бер. И кішкентай чекті ұсынам. Стабильность бар ода. Бастаушыларға кішкентай чекті ұсынасыз ба? Иә, ол сатушылардың көзқарасын айтып отырмын. И екінші жағы бар, мысалы, өзім опытымнан бөлсең, үлкен чектің бір плюсы бар, мелкий чектің минусы бар, клиент тарапынан. Мелкий чек товар сататын болсаң, более токсичный клиенттер көп ол аудиторияда. Байқайсыз ба, мелкий чекта токсичный адамдар өте көп болады. Мысалы, элементарно такси шақыратын болсаң, эконом классты шақыратын болсаң, жаңағындай өкіметті жамандайтын, президентті жамандайтын, өмірге жалобысы көп, нытик, мысалы да, бүкіл әлем ол үшін жасап беру керек деген убеждениемен өмір сүретін таксисттер келеді көбінесе, көп случайда байқайтын да. Ал комфорт плюс, бизнес шақыратын болсаң, реально ана прикол бар еді ғой, мен негізі кәсіпкер емес, мен таксист емеспін, кәсіпкермін дейтінше, сондай ағашкалар келеді. Иә, жағдайын жасап тастаған, не үшін жүрсем, 2 квартираны суточный беріп қойғам, андай не ай месячно, помесячно, ай сайын. Оның ақшасы жетпей жатыр, бала шаға өсті, үйде құр жатырмын, подработка керек, таксиге шықтым, машинаны ала салдым, бизнес классқа дейді да. И олармен сөйлессең, более андай да, уже жасарын жасап тастаған, и мышлениялар бөлек. Тура сол сияқты бұл Каспиде де өзінің аудиториясы бар да.
мелкий чектарда көбінесе более токсичный адамдар болады. Мысалы кезінде біз мынандай товар сатқанбызда 400 теңгелік барсетка бар еді. Сол барсетканы сатамыз, прикиньте, соған жалып тастайды ғой, короче. Негатив жазып тастайды, возврат жасайды, типа качествосы онша емес деп. Ойлаңызшы, 400 теңгеге барсетка аласың, мынандай тағатын ерлерін. Өзің 400 теңгеге алып тұрсың. 400 теңгеге сен 4000 или 40000 теңгенің качествосын сұрайсың да. Ұят қой ол, мысалы да. Сондай адамдар бар. Ал мысалы біз моющий пылесостар, үлкен чектегі тауарларды сатамыз. Олардың клиенттері токсичный адамдар өте аз. Мысалы 10-нан 2 шығар, ары кетсе бірші, или біреу. Қалған 9-ы адекват. Сөйлесесің, мысалы кейде брак шығып қалады, заводской брак, техникада брак шығу, это қалыпты жағдай, это норма. Мысалы, допустим, 5-10% құрайды бытовой техникада брак шығу от количества. 1000-нан, допустим, бір 20-30 шығып қалады кейде 50 шығады 10%-ға шейін, мысалы. Ол қалыпты жағдай. И клиентке айтамыз біз. Ничего страшного, бізде мастер бар, сервисный центр бар, қолыңызда 1 жылдық гарантия бар, гарантияны талон береміз клиенттерге біз. И сіз қорықпаңыз, біз любой уақытта Каспи арқылы заказ береміз, OLX емес, WhatsApp емес, Каспи арқылы берген соң Каспи гарантия ортада. Ол товарды біз полный төлетіп аламыз, қай қалада екенін білеміз, Қарағанды ма, индрайвер жібере саламыз. Біз ол клиентке айтамыз, главное передадите курьеру и все. Товарды беріп тұрсаңыз, товарды алады, индрайвер келеді, біз мастерге апарамыз, сервисный центрға. Полный жөндеп береді. Яғни шлангысы тесіліп қалуы мүмкін, моторчығы күйіп кетуі мүмкін. Полный ауыстырып береді да, жұмыс жасайды, тексереміз да, қайтып салып жібереміз. Клиент ештеңе құртпайды, біз жолын төлейміз, мастердің ақшасын, запчасть, бүкіл нәрсені төлейміз. Былайша айтқанда сол көрген пайдамыз сол товардан маржа өз-өзін жауып кетеді ғой, егер брак шықса. Сол кезде адекватный да клиенттер. Все, без проблем, давайте деп ше, ничего страшного деп түсінеді. Ал жаңа мелкий чектағылар, егер ана үлкен чектегі тауардан өйстіп брак шықсыншы, ұрып өлтіретін жер білмеймін мен ше. Сол үшін осы нәрсені байқадым да мен. Үлкен чекте более адекватный адамдар болады көбінесе. Ал мелкий чекта более токсичный адамдар болады. Компаниялардың рекламаларын көргенем, которые fulfillment деп аталама, қателеспесем, которые товарлары бар уже, каталогтары бар. Дайын товар береді. Соларды, бағалары бар, соларды сатасың деген сияқты. Жеткізіп беретіндеріне дейін бар ау деймін, қателеспесем, иә. Очень мощный сұрақ мынау ше. Таргетте жүреді. Сен ақша салма дейді, Қытайға да заказ берме дейді. Біздің прайста, біздің прайс-листта товарлары бар дейді. 1000-нан жуық, 3000, 5000, 10000 товар бар дейді. Наименование, каталог дейді. Иә, прайс-лист или каталог, сол товарларды аласың дейді. Сен сатып алмайсың дейді. Сол товарларды алып сен тіркейсің Каспиге дейді. Демпинг жасайсың мысалда, кіріп. Сөйтесің да заказ түскен кезде бізге айтасың дейді. Бізге ақшасын саласың товардың. Біз сенің орныңа товарды упаковка жасаймыз. И замлерге апарып тастаймыз. Сен фактически ақша ғана төлейсің и зарабатывать етесің ақша дейді. Мысалы да. Қарап тұрсаң, мощный ғой. Ауыл, аймақ, қай жерде Мальдивта жатсаң да жасауға болады да, воронка. Бірақ та именно осындай воронкалерден қадалған қаншама шәкірттер келді маған. Атын айтпай ақ қояйын олардың, мысалы да, өнімдерін, несін, складтарын, мысалы. Олар келді. 1 миллион, 2 миллион беріп тастаған, мысалы да, наставничествосын алып тастаған. Анау в итоге не істеген? Айтқан уәдесін ешқайсысын орындамаған, товарын да бермеген. Не істеген? Ана клиентті игнорт етіп лақтырып тастаған. Телефонға жауап бермейді. Жауап берсе де менде ақшам жоқ, қазір соттасың, соттас. По-черному, по-красному, маған бәрібір деп тұра береді. Сол fulfillmenттің иесі. Иә, егелер. Маған айтып отырмын ғой, 10 шәкірт келді, оның бір 6-ы соларға қадалғандар, ақша беріп күйгендер. Мысалы, басына батпан құйрыққа келеді, ана не деген батпан құйрық, тегін деген секілді. И в итоге анау лақтырып кетеді жаңағы клиентті. Клиент жылап жүреді. Мен бұған сенген едім деген сияқты. Құрметті Каспимен айналысқысы келетін қыз-келіншектер, кез келген адамдар, мен сіздерге айтарым. Дайын прайс-лист берем дегені, былай ғой едеке, олар барахолканы жаяу аралаған адамдар. Әр бутикқа кіреді да, олардың телеграмдары болады, тұңғандардың каналы. Сол жерде бүкіл товардың наименованиясымен бағалар тұрады. Мысалы, Сокани бренд па, Сокани тұрады. Лумабелла ма, Лумабелла. Витек па, Витек. Краунер ма, Краунер. Көп қол жерде. Со товарын бәрін алады да, бұлар жұмысшы жалдайды да, Excel-ге тіркейді фотосымен бәрін. Места, ряд, аты, Мұхаммад, Арафат, номер нандай, ряд нандай, бәрін базаны тіркейді да, сол базаны не істейді, клиентке береді. Еще ол алатын бағадан 4200 теңге оптым болса, бұлар 4550, 4400-ге береді, осыны 100-200 теңге қойып, при этом тағы да. Ол клиент мәз болып прайс-лист алады, 10 000 товар жатыр ішінде. Хотя ол барахолкин товар. А барахолкин товары пайда жоқ қой жерде. Демпинг.
Ол жерде страшный демпинг. Сен ол товарды сата алмайсың. Сатқан күннің өзінде ол карточкада пайда болып тұрса да, сен сияқты 100 адамға осы прайсты берді ғой. 100 адам бір карточкасына тіркеледі ғой. Клиентке ол барахолканың тауары емес, біздің складтағы тауар деп айта ма? Иә, дәл солай. Бірақ ряд жазылып тұр ғой жаңа. Жоқ, рядты өзіне жазады олар. Если сұраса әкеп беремін деп па? Ол клиентке тек жаңағы тауардың фотосы, наименование, бағасын, количествосын жазады болды складта. Сөйтеді да заказ түскенде екі ортада посередник бар. Бір ақша табады. Екіншіден фулфилмент товарды упаковка жасап замлерге апарын деп тағы ақша табады. Олардың пайда табуы жаңағы курс сатудан емес па? Услуга ретінде сатады. Олар арзан баға қойып қояды, 50 000 теңге, 30 000 теңге, 100 000 теңге деп қояды. Кіру. Это взнос. Сен, короче, 100 000 теңге төлейсің, ол айтады еще, предзаказ, Каспий курс бәрін беріп қоямыз дейді. Түсіріп қояды запись. Общий настройканы бере салады. Товар тіркеу, предзаказ тіркеу, товарды упаковка жасау. Элементарный заттарды YouTube'та мен тегін беріп тұрсам бұның бәрін. Сол тегін заттардың бәрін курс қылып түсіріп қойған. 100 000 теңге алданасыз да сіз. 100 000 теңге сонда мен курс алам. Бәрін үйретеді. При этом каталог 10 000 товар бар ішінде. При этом мен товарын жіберіп береді деген секілді. Сөйтеді да олар басына сеніміне кіреді. Сөйтіп наставницасын ұсынады, сопровождение товарын ұсынады көбірек ал деп. Мына жақта мына товар қалмай баратыр, алып қал дейді да. Товардың ақшасын салып жібереді, анау басқа қалада отыр ғой, біледі ғой еще басқа қалада отқан. Сөйтеді лақтырып кетеді. В итоге ана мысалы нелер, жаңағы сол нелердің егесі көбінесе мен клиенттер айтады ғой маған кеп. Біз білдік в итоге, что ол игроман екен дейді да. Лудоман. Яғни ақшаның бәрін тығып тастаған ғой, короче. Ол айтады екен, мен короче тығып тастағанмын ақшаның бәрін неге? Ойынға. Мені соттасаңдар, соттаңдар деп тұра береді. Ештеңе істемейді былайша. Үйтіп жәбір шеккен пострадавший адамдар, жертвалар өте көп. Сол үшін айтарым, айналайын Каспийге қызығып жүргендер, екі ойлап жүргендер, ондай услугаларды қолданбаңдар. Фулфилментті қолданыңдар. Бірақ каталог беремін дегендерден қорқыңдар. Ол барахолкадегі дұңғандардың тауары. Қайға барсаң ойға бар. Ақиқатты айтамын мен. Қазақстанда каталогым бар деп тұрған, но бағалары кәдімгідей посредник емес, бағалары тиімді, ондай каталог бар, фулфилмент жоқ деп айтуға бола ма Қазақстанда? Иә, жоқ. Бар болса да жаңағы базардың тауарларын салып қойғандар. Посредник. Иә. Бірақ фулфилментке әңгімем жоқ. Фулфилментті жасап отқан адамдар көп. Мысалы да, мықты фулфилменттер де бар. Солармен істесу керек. Олар товар бермейді ғой. Сенің Қытайдан келген тауарыңды Яндекспен сап жібересің солардың складына. Олар күтіп алады, оприходование жасайды, полный расчет жасайды, товар қанша келді. Оларға за хранение төлейсің, за упаковку төлейсің, болды. Олар таза фулфилмент. Олармен істесу керек. Жақсы олар. Өйткені олар сенің товарың қайдан келген, олар товар бермейді. Ол айтады, сенің товарыңды ғана сатып береміз дейді. Сатып береміз дегенде упаковка жасап апарып береді. Түсіндіре алдым ба? Екеуінің разницасы жер мен көктей. Жарайды, Алматыда тұратындар үшін жаңағы каталогшылар ол посредник сияқты, барахолка бар, өзім-ақ келісе салам деген сияқты. Бірақ мысалы басқа қалада тұратындар, оларда барахолкалар жоқ қой. Енді басқа қаладағыларға олар үшін тиімді емес па? Прямой Қытайға шығу функциясы бар ғой. Неге прямой? Оралдан болсын. Иә. Прямой Қытайдан заказ береді, товар Алматыға келеді, сол жерден складқа келіп тұрма, фулфилментпен сөйлеседі, мықты, жақсы, сенімді фулфилментпен. Соларға Яндекс удаленно өзі басқа қалада отырады. Яндекс жібереді адрестен адреске, аналар күтіп алады, товарын санайды, местасын қояды, хранениесін ақшасын шығарып береді, мынанша теңге алады бір айға деп. И за упаковку, товар түскенде өздері упаковка жасап жібере береді, болды. Удаленно жасауға болады. Даже Мальдивта отырып жасауға болады. Қалай тексереді удаленно сапасын? Нені? Өздерінің софт программалары бар ғой. Өздерінің софттары бар. Яғни админ панель, логин парольмен кіресің сен как положено. Өзің админкаң бар. Кімнің софт программасы бар? Кімнің софт программасы? Сол фулфилменттің. Сенімді. Жоқ, фулфилмент емес, өзі де істей алады деп жатсыз. Мысалы, Оралда тұрып, Қытайдан заказ беріп, Оралда тұрса, Қытайдан заказ берсе, өз брендімен қалай тексеріп алады деймін, Алматыға келген тауарын өзінің. Фулфилмент тексеріп береді, ашып. Сол кезде уже фулфилментке не қылу керек? Фулфилмент өзінің софтына, базасына енгізеді. Мына түр товардан мынанша келді, мынадан мынанша келді. Ол өзінің логин паролін жазып софтқа кіреді, сол жерде бүкіл остаток көрініп тұрады, возвраты көрініп тұрады, бәрі көрініп тұрады. Программасында бәрі көрініп тұрады. Каспийде кейбір карточкаларға демпинг жасап, монополия жасап алады дейді. Сол процесс рас па, және ол қалай болады негізі? Ол былай. Мысалы, мен көп карточкалерде көргенмін, сатушыларды. Былай жасайды. Қолдан монополия жасайды. Қалай? Мысалы, бір карточкаға кіреді, топта туралы, жақсы сатылып отыр товар. Сөйтеді да, ол товар сатылып отқан көреді да, 10 магазинмен кіреді ғой. Мысалы, мен 10 магазинім бар да, 10 магазинмен кіремін да, қолдан баға құлатам. Сөйтем да, баға құлатқан соң, ана сатушылар 10 магазинге звондап шығады. Брат, баға көтерейік, бір баға ұстайық деп, ашық карточкадегілер. Группа ашады, мысалы да.
10 номерге өзімнің телефондарым тұрады, алам да, жоқ брат, келіспеймін, керек емес, мен бағаны көтермеймін деп қойып қоямын. Мына жақтың екінші магазин санайды. 10 магазин ғой менде. Жоқ, отказ беремін. Анау не істейді? Үмітін үздіреді ғой, короче. Анау алады да, мына 10-ы кіріп кетті, короче, ешқайсысы келіспеді. Бұл товарды, короче, көзін құртамын дейді да, сатады, жоқ болып кетеді. Екінші әкелмейді ол товарды. Өйткені ол товарда уже смысл жоқ та. Сөйтеді да, аналар уже біраз сату үшін үмітін үздіреді да, жоқ қылып жібереді ғой, бәрі снять етіп кетеді, олар жоқ болып. Сол кезде қайт бағаны көтеріп қояды. Оны бірден көтереді бағаны. Бір теңгеден түсіріп тұрады да, бір-бірінен. Ал 10 магазин қайсына заказ түссе де, без разница ғой, өйткені оның бәрі менің магазинімде. Мысал айтатын. Түсіндіре алдым ба? Еще Каспиде жаңағы веб-версияда 5 сатушыны ғана көрсетеді бірінші страницада. Екіншісін бассаң тағы 5 сатуш. Сонда 2 страница полный менің магазинімде. Түсіндіре алдым ба? Қолдан не істейді? Үмітін үздіртеді, бағаны құлатып. Анау екінші кірмейді ол карточкаға. Сөйтеді да қолдан 10 магазинмен демпинг жасап, монополия жасайды. Аналар шығып кеткен кезде бағаны қайтып көтеріп қояды. Кейін біреу тағы келеді ғой бағаны түсіруге. Мына жерде пайда бар екен, кірейін деп. Онда жоқ қылып жібереді. Бірден олар минусқа сатуға да дайын. Минусқа сатқанын олар бір айда, допустим, 4 күн демпинговать етеді. Аналар жоқ қылып жіберуге кетсе, бір аптасы. Бір аптада кеткен расходын қалған 3 апта жауып кетеді ғой. Олар чухать етпейді. И олар объеммен жұмыс жасайды. Мына карточкалерде минусқа кетіп жатса, мына карточкалер пайда әкеліп жатады. Пропорция сақталады. И қарасаң, ары кетсе бір маржаң бір 30% көретін жерден 20-ға қалады да, 10% желініп кетеді. При этом бәрі пайдадасың, какая разница? Осындай махинациялар да бар. Схема десеңізші, кәдімгідей. Адамнан айла таусылмаған ғой. Каспиде жаңағы топта тұрған тауарлар кейбіреулер құлап жатыр, Каспидің алгоритмі өзгеріп жатыр деген әңгімелер қаншалықты рас қазір? Каспиде баяғы жұмыс жасаған инструменттер жұмыс жасамайды. Неге? Өйткені Каспидің алгоритмі күннен күнге өзгеріп жатыр. Мысалы, баяғыда, допустим, маркетингке салған ана инструменттер, басқа инструменттер жұмыс жасаса, қазір ол жұмыс жасамайды. Өйткені Каспидке алгоритм жестко өзгеріп жатыр. Мысалы, кезінде сен топ болып тұрсаң, карточкалерде, ертең құлап қалуың мүмкін. Өйткені инструменттерің жұмыс жасамайды сенің. Мысалы айтатын болсақ, қазіргі осы уақытқа шейін көбісінде стратегия қалай еді? Көп ассортименттегі тауар сатпа. Лучше 100 ассортимент тауар сатқанша, бір 5 или 10 тауарыңды топқа шығарып ал деген позиция тұратын. И сөйтіп сатып жатқан сатушылар бар еді. 5-10 товарды 40, 50, 100 миллионға товар әкеп қойып, топта тұрып сатып жатқан. Каспидің алгоритмі өзгерді ғой. Сөйтті олар топтан құлады. Алгоритм жұмыс жасамай қалды, инструмент жұмыс жасамай қойды. Не істеді? Ақшаларын бәрі заморозка болып қалды. Ал те, которые мысалы көп ассортиментте 100 товар сатып жатқандар, олардікі, допустим, бір 15, 20, 30-ы топта тұрады, қалғандары жай өтіп жатыр еді ғой тақта. Мыналары мысалы 10-ы топта тұрған 10-ы құлап қалса да, қалған 90-ы продажа кетіп жатыр ғой әлде. Яғни ұстап қалды да. Ал аналар 5-ақ товарға сенген еді ғой. 5 товар топтан құлаған кезде ақшаларын бәрі заморозка болды да, депрессия кіріп кетті. Мысалы, элементарно менің бір үлкен чектегі карточкам құлап қалды. Кәдімгідей күніне 4-5 үшеу продажа жіберіп жүрген едік, 2 апта продажа болмады кәдімгідей. Сол кезде түсінбедік қой, қалай деп. Алгоритм өзгеріп кеткен да. И алгоритм өзгерсе автоматтан заказ түспей қойды. Өйткені біз топтан құлап қалдық. Біз не істедік? Қайтып алгоритмді реттедік. Топтағы не болып отыр, не жұмыс жасап жатыр, инструментше жасадық. Қазір уже күніне стабильный 2, 3, 5 заказға жетіп алдық. И не істедік? Стратегияны өзгерттік. 12-ақ товармен тұрған едік топта. Біз не істедік? Енді ассортиментті көбейтіп жатырмық. Ертең 12-сі топтағылар құлап қалса да, допустим, қалған 50 ассортимент өздігінен продажа келіп отыр ғой, топқа шықпаса да жайлап. Зато 50-і мынау ұйықтап қалған 12-ның доходын бере алады да. Пропорция сақталады. Сол үшін қазіргі таңда андай ғой, сен бір жайда тұрсаң, ол болмайды ол. Бір жайда тұрған су сасиды мысалы да. Сол сияқты сен білім алмай, дальше ізденбей, Каспидің алгоритмдерін зерттемей, аналитика жасамайтын болсаң, онда сен топтан құлайсың, и новичоктар сені басып озады. Білім алып отқандар озады, короче. И всегда айтатыным. Мысалы, мен неге өзімнің саламда басқаларға қарағанда, Құдайға шүкір, өзімнің дәрежемде преуспешныймын. Потому что мен өзімнен мықтылардан білім алуға эгомды сындыра аламын. Мысалы, мен бір экспертті көрем ба, менен мықты жасап отқан, керек нәрсе тұрма менде, одан мен аламда эгомды сындыра салам. Ну и нафиг деймін да, эгомды сындырып тұрып, басымды иіп бара салам мен. Өйткені оның алған білімім одан мына жақта Каспиіма, тауарларыма, табысыма бәріне әсер етеді ғой. X5, X10 есе көтереді. Сол үшін ақшаға қатысты затта мен любой жерде басымды ие салам.
эгамды сындыра аламын. Көбісінде розовый очки эгасы өзінен де ғой. Сөйтеді да, мына адам бар, білім алғанша деген сияқты эгасы жібермейді. Сөйтеді да, ақша таба алмайды. Байқайсыз ба, тәкаппар адамдардың ризығы тары болады. Дінде де айтқан. Неге? Өйткені ол тәкаппар ғой, басын егісі келмейді. Иілетін жерде иілмейді, сөйлейтін жерде сөйлемейді, деңгейіне түсе алмайды. Тәкаппарланып, ешкімге басым демеймін деп жүрген кезде оған мүмкіндіктер алаң келмейді. Ал мүмкіндіктер адам арқылы келеді ғой. Осыны ұмытпау керек қой. Жаңағындай GTA-да ойнап атып, аспирин жазып, анау танкі аспаннан түскенде Алла тағала ит бере салмайды. Соған танкыны дұрыс па сен сұрағанда? Сен сұраған запросыңды Құдай керекті адамдарды жолықтырады, мүмкіндіктер алаңын ашады. А сен ол мүмкіндіктер алаңына, коммуникацияға, сол адаммен тіл табысуға эгаңды сындыра алмасаң, Құдай берген мүмкіндіктен махрұм қаласың ғой, былайша айтқанда. Ал мен өзіме керекті нәрсе барам. Мысалы, жақындаған Астанаға 2 мәрте бардым. Не үшін? Біріншісінде өзім тірлігіммен бардым, екіншісінде юнитка экономиканы полный Каспийдің токен API-на жалғап, юнитканы бөліп тастаған, яғни финансистқа ай сайын 300 мың 500 мың беретін нені задачаны балдар упрощать етіп тастағанда код жазып ше, IT арқылы. Соны барып сатып алдым. Мысалы, $1000 барып сатып алдым. Не үшін? Ол маған керек. Менің бөлім шешіп тұр. Зато мен сол арқылы не істей алдым, білесіз ба? Біз осы уақытқа шейін қай қалада, қай регионда, қай товарымыз қанша спроста, қанша статистика, рентабельность білмейтінбіз. Оны финансисттер шығарып барады. Әр финансистті жалдау 300 мыңнан басталады нарықта. Мен сол кезде финансист жалдаймын деп жүрген кезде сол балдардан $1000 сатып алдым сол таблицаны. Ол таблицада бөліп тастаған сводка по городам, по дням, по неделям, по товарам, по городам, ше? Бөліп тастаған. Мысалы айтатын болсақ, Алматы 16-да 5% құрайды екен. Полный 100% товар сатылымынан. Ал қалған Астана, Қарағанды, Өскемен, Теміртау, Петропавловск, Семей, Көкшетау, осының бәрі, прикиньте, бәрін қосқан кезде процентный ставкасы 45-ке барды ғой. 45%-ын солтүстік Қазақстан алып тұр да біздің. Біз білмегенбіз. Сол таблица юнитканы внедрить етудің арқасында біз білдік. Енді бізге не ой келеді? Біз Алматыда отырып тауарымызды сатып жатырық қой. Ол севердегі жаңағы бүкіл қаладағы адамдарға біздің тауарымыз 4-5 күн көрсетеді доставкасы. Сол үшін біздің конверсия төмен. Ал енді бізге қандай стратегия қолданып жатырық біз қазір? Біз не істедік? Астанаға фулфилментке тауарымызды жіберіп жатырық. Енді Астана центр ғой. Ол Петропавл, Өскемен, Теміртау, Қарағанды бәріне доставка завтра деп көрсетеді. Өйткені жақын чем Алматы қарағанда. Енді не істейді? Бізде экспресс тұрады 3 сағат, самовывоз, своя доставка и Каспий доставка в день или экспресс 3 сағатта көрсетіп тұрады. Соның арқасында не? Біздің вероятность бойынша 30-40%-ға конверсия жоғарылайды деп тұрмыз. Егер бұны білмегенде, мен жаңағы эгамды сындырмай, қойшы олардан мен үйренем ба, білімме ақша аяймын, оған білім алып, бәрі инфо-цыган, қазір курс сататындардың бәрі ақша арқылы табады, анау-мынау деген убеждениемен жүре беретін болсам, мен барахолкың төңірегінде ашық карточкада әлі сатып отыратынмын. Мен не істедім? Өзімде мықтылардан оқыдым, убеждениені алып тастадым жаңағы, керекті білім ба, бөлім шешіп тұрма, ақшаны аямайым білімнен. Всегда мен немді өсіріп отырам, квалификациям былайша айтқанда Каспийдегі. Мысалы, соның арқасында қазір осыны шештік та. Қанша пайыз өтетін бәрін біліп алдық. Сол секілді Каспиймен айналысатындарға бірақ нәрсе айтамын. Өздеріңізге мойындайтын, эксперт ретінде мойындайтын кісілердің наставничествосын алыңыздар. Оның 1 жылдық, 2 жылдық сопровождениесінде болыңыздар. Сол кезде тезірек жетістікке жетесіздер. Керемет. Осы өз брендіңмен сату, получается, одан басқа негіз Каспийде ограничение қоюға бола ма карточкаға? Ограничение қоюдың 2 түрі бар. Біреуі ограничение, екіншісі закрытие личного бренда деген бар Каспийде. Ограничениені қай кезде қойылады? Егер сенің тауарың мировой бренд болса. Мысалы, Xiaomi, iPhone, Dyson категориялар мировой бренд қой. Оларға кез келген сатушы адам кірамайды. Бірақ астында сатушылар тұр. Оған кіру үшін сен документ предоставить етесің. Официальный фискальный чек или договор с поставщиками соларды берсең ғана Каспий кіргізеді. Ол жерде карточканың астында 10-15 сатушы болуы мүмкін. Тек қана разрешениемен кіре аласың. Бұл ограничение. Ол кезде карточка, мысалы астындағы сатушылар блокқа кетсе де, карточка блокқа кетпейді, тұра береді карточка. Сохраниться етеді. Ал личный бренд деген жаңағы біздің айтқан товарный знак арқылы.
товарный знагың дайын болады, через личный бренд жабасың, бірақ сен астыңа ешкімді разрешение беріп кіргізе алмайсың, Каспи ешкім кіргізбейді. Сенің магазин единственный ИП болып қалады, болды, басқа ешкім кірмейді. Осы екі жолы бар. Личный брендпен жабатын болсаң жаңағы, ол бізге келеді, біз жаза береміз. Ал мировой брендке масштабқа шыққың келсе, онда ограничениемен жапқан дұрыс. Ал оны Каспи өзі шешеді. Саған жаба ма, жаппай ма ограничениені. Айналып келіп жаңағы өз брендіңе тіреледі екенбіз ғой. Иә, тыныш қана өзің брендін сатқан дұрыс, пока что. Кейін масштабқа шыққанда көре бересің қалған бәрін. Енді осы қанша болды оқытып жатқаныңызға? Біраз болды ғой, наставничество параллельно жасап жүріп. Сол уақытта сізге келіп оқып, осы Каспи арқылы нөлден бастап, прям жақсы жағдай жасалған шәкірттеріңіз бар ма мысалы? Иә, өте көп. Вау дегендер. Кейс салғандарым бар Инстаграмда. Кейске түспегендер қаншама. Көбісі түскісі келмейді, түсірмеңізші деген секілді. Енді түскісі келмейтін адамды зорламайсың ғой, ойбай түсіп бер маған деп. Добровольно түсетіндер бар, ризашылығымен. Жәке, мен саған келдім, табысын тап, мен саған ризамын, от души түсіп беремін деп ше. Реально сенің біліміңді алу керек деген секілді. Риза болатындар. Мысалы, бірінші айтқан жаңа шуба сататын шәкіртім. Сол Каспи арқылы үйін алды, өзінің үйін ремонт жасады. Өзінің армандағы қанша тұратын, ана бір 3-4 миллион тұратын мотоциклін алды, мысалы да, жағдайын жасады. Қазір ол Каспи менен сұрамайды вообще. Ол уже өзін үйренді да кетті. Жазда сезонный товарлар сатады, велосипедтер, қыста шуба сатады деген секілді. Короче, Каспиді айырып жатыр. Бұл бірінші шәкіртім. Екінші шәкіртімді айта алатын болсам, мысалы, жақында кейсқа шыққан Қайсар деген жігіт бар, ол Бахандида істеп жүрген жерінен келді маған наставничествоға. Хотя ол маған келем дегенше бір инфо-цыган экспертке ақша беріп алданып қалған. Ол тек жаңа предзаказбен киім сатуды үйреткен ғой. Жолын, каргосын, арзан карголар, товарный знак, брендпен сату дым үйретпеген. Инфо-цыгандар өте көп нарықта ше, қазір. Каспиде бүйтіп тас атсаң қазір Каспи эксперт кетеді ғой. Андай ғой, предзаказды үйреніп алғандар, бір-екі товар сатқандар, үйде отқандар, анасаңыз келіншектер, кім бар, екінің бір курс сатып жатыр. Лишь бы зарабатывать на обучение былайша айтқанда. Ал мысалы қарапайым емес, андай реально істеп жатқан практиктер көбісі теневойда жатады, серий кардиналдар. А контент жасап жатқандар бақылау керек, реально өзі істеп жатқандар ше. Мысалы сол инфо-цыганға қадалып барып келді да Қайсар маған. Наставничествоны алды, Бахандида істеп жүрді. Бахандидан жұмыстан шығамын деді. Мен айттым, не үшін шығасың? Шықпайсың. Қанша айлық аласың? 400 мың. Жұмыстан шықпайсың, Каспи айлығыңның доходын бермейінше. Сонымен 4 ай істеді ғой Бахандида. 2-де 2 жұмыс жасайды. Бір күн предзаказ оқып қойды, товарын жұмыстық кезде опоздание болмау үшін. Сөйтіп жүріп алып жүрді ғой. 4 ай істеп, товарға салды ақшасын, үйтті, айналдырды, сөйтіп машинадан қиналды товар тасанға, сөйтті да Камри 50-ка алды өзіне. Жап-жас бала. Бір 6 айдың жемісі ғой. Қазір өзінің склады бар, товарларды жіберіп жатыр, под бренд сатып жатыр. Осы мартта товарный знак дайын болады скоро. Ол 8 айлыққа берген. Уже скоро жабады брендін, құдай қаласа. Осындай учениктерім өте көп, шүкір. Реально айта аламын, көбісі түспеді. Алдағы уақытта кейс болып шығып жатқандар бар, оларды да түсіреміз бұйырса. Енді қазір бастап кету үшін, получается, свой өз брендпен жаңа миллион дедіге, OLX-тен сатып алатын болса. Ол дайын товарыңызды сатып алса. Иә, қазір бастап кету үшін 8 ай күтпей деген сияқты. Ондай артық ақшасы жоқ, бірақ бастағысы келіп жүрген адамдар, мысалға инвестормен жұмыс жасаса, инвестормен жұмыс жасаған қаншалықты тиімді, ондай сізде опыт бар ма деген сияқты. Инвестормен осы уақытқа шейін бір 15-20 шақты инвестормен істескем общий. Әртүрлі проекттерде әрқайсынан опыт алғам. И оның мысалы успешный болғаннан неуспешный болған проекттер өте көп инвесторлардың алдында, былайша айтқанда. Опыт жинадық былайша айтқанда. Енді инвестормен қашан істескен дұрыс? Когда уже сенің бизнесің доходқа шығып, и реально көріп тұрсың, масштабқа шыған десең, ақша жетпей жатыр ресурсқа. Сол кезде ғана инвестор тарту керек. Бірден емес. Неге? Өйткені сен бірден тартатын болсаң, бұл салада сенде опыт жоқ қой. Опыт жоқ болған соң, сен ол ақшаны ауаға ұшырып жіберу қаупі жоғары да. Ал мысалы мен инвестор тарттым, осы жылға мысалы допустим 100 миллион тарттық біз. 100 миллионның 40 миллион енді ғана игердік. Ай сайын 10 миллионнан алып отырдық та. Еще товар топқа шығаруың керек, жайлап естественный ростпен көтеріліп жатыр. Асығып жатқан жоқпыз. О 100 миллионды бірден алсам не істеймін мен оған? Оған дайын товар жоқ қой, ақша заморозка болады. Сол үшін естественный ростпен органикамен алып жатырық жайлап. Біз 60 миллион әлі игермедік, 40%, 40 миллионды ғана игердік та. 100 миллион тарттым, не нәрсеге тарттым? Мысалда, ал 100 миллион тартарда менің 3 жылдық Каспиде қадалған опыттарым бар ғой. Мен уже опыт жинадым ғой, таяқ жедім, ақша жоғалттым. Мысалы, үйдегілер маған Шымкенттен 10 соттық жермен времянка сыйлаған үйдегілер. Балам, осыны тұрсаң тұр,
болмаса сатта первоначалка қылып ипотека аласың ба, үй аласың ба, өзің біл деді. Сол үйдің ақшасы неудачный болған, именно осы Каспийде ақша жоғалттым мен 24-ші жыл инвестормен істесіп ше. Бүкіл косяктар мойныма ілінді менің ше. Сол кезде сол үйді сатып, соның ақшасын сол инвесторға бергем. Хотя әлі күнге шейін сол кезде біз квартирада тұрғанбыз мысалы да. Элементарно. Соның бәрінен өту керек болды да. Мен соның бәрінен өттім, товарлар әкеп қадалдым, 5000 штук сумка әкелгем 6,5 миллионға. Бағасын құлат тастады. Одан 1,5 миллион минусқа сатып құтылғам. Оның бәрін көріп шықтық қой. Екі ортада ең жаманы обиднысы инвесторға қарыз болу ғой. Өйткені өзің ақшаң емес, өзің ақшаң болса күйді болды кеттік дейсің да, дальше заработаю. А біреудің ақшасы болған кезде, ол сені қысқан кезде ұйқыңның тәттілігін жоғалтасың ғой. Инвестормен істескендер білет қалай екен ше. Инвестормен істесін плюсы де бар, минусы да бар. Минусын айтайын, проект неудачный болып қалып, и ол жерде рискті сен көтеретін болсаң, инвесторыңның адамгершілігі, имангершілігі болмаса, сыққанда сені сығып алады кәдімгідей. Реально айтайын. Даже мындай болған. Бір инвестор болған, қадалып қалған кезде. Жасұлан, короче, мен саған 1 ай уақыт берем, ақшаны қой. Ақшаны қоймасаң, короче, болды. Камрайдың кілтін әкеп тастай сал болды. Мысалы да. Артық әңгіме жоқ болды. Хладнокровныйлары бар. Кәдімгі біреулер более андай болады, жұмсақ болады. Бірақ айтып отырмын ғой, инвестормен істескендер білет. Бір минусы сол. Инвестордың ақшасын профукать етіп, прогорать етіп, ан жерде қадалып қалсаң, ең жаман ащы сезім сол. Бұл бір. Плюсын айтайын, хадисте де, дінде де, или өмірде де көрсең, мысалы, біраз жерде естігем, 2 адам болып басталған проектлерде береке көп болады, чем одинарный. Одинокий волк болғаннан гөрі. Неге 2 адамның ризық несібесі тоғысады да былайша айтқанда. И 2, мысалы, қай бір гигант компанияны көрсең, көбісі 80% 2 адамнан құралғандар ғой, байқайсыз ба? Мен көргендерді. Біреулер бар одинокий волктар, бірақ оның артында әйел тұр да. Или мамасы тұр. Мысалы, Майкл Джорданның артында мамасы тұр. Бүкіл стратегияны құрып берген деген секілді. Яғни инвестормен істесудің бір проектісі береке болады, мен байқаған. Екіншіден, жауапкершілікті алып, бала позициядан ересек позицияға өтесің инвестормен істескенде. Өйткені отчет сұрайтын адам бар ғой сенен. Сен тез өсесің, ересек позицияға өтіп кетесің. Мысалы айтайын сізге, прикиньте, 23-ші жыл тапсырылған Галлапта менде ответственность таланты 34-те ма тұрған 35-те. Өте төмен болған. Қазір қаншада деп ойлайсыз? Топ 10-қа кірді. Ненің арқасы? Инвестордың арқасы. 8-де тұр ответственность. Прикиньте, оған дейін менде ответственность деген 35-те слабый болған ғой, жауапкершілік жоқ, бала позициясында жүрген әлі кішкентай Жасұлан едім да. Ал инвестормен істесудің арқасында пістім, ақша жоғалттым, әңгімелерін естідім, боқтауларын естідім, қорқыту, шантаждарын естідім. Бәрін көрген соң уже келесі инвесторда мына ошибкаларды қайталамайсың да. Мына жақта жіберген ошибкаңды база қылып жинайсың да. На инвесторда жасамайсың ғой, аузы күйген үрлеп ішеді да. Сол үшін инвестормен істесу қай кезде керек? Когда бірінші сенің брендің или жаңа жасап жатқан кәсібің уже өзінің пикына жетеді да, ресурс жетпей бастаған кезде. Сенде жұмыс бәрі жүріп тұр, идеально, тек ақша ғана тіреліп тұр. Сол кезде тартасың. Екіншіден айтарым, жаңағы бала позициясынан шыққың келсе, ересек позицияға секіргің келсе, ертерек өсіп масштабқа шыққың келсе, инвестормен істес деп айтамын. Бұл екіншіден. Үшіншіден, бір ағаның әңгімесін айтты. Допустим, $1 миллион проектіге керек болды дейді да. Мен өзім недвижкаларым бар, анауым бар, бүкіл ақшаны жаңағындай сығатын болсам, мен шығара аламын дейді да. Мен мүмкіндік бар дейді. Бірақ та дейді, о $1 миллион 50%-ын өзім шығарам дейді. 50%-ын жан-жақтан инвестиция тартып или қарыз қалам дейді. Неге? Ол айтады да, оның біреудің ақшасын алған кезде жауапкершілік пайда болады біріншіден. Екіншіден Құдайға жақындайсың дейді да. Өйткені сен біреудің ақшасымен рисковать етсең кезде уайымдайсың. Құдайға жақын болып бастайсың, тахаджудқа тұрасың, безопасностьны ойлайсың. Вот әдейі жасай дегенде неге Құдайдан алыстағың келмейді дейді да. Наоборот, ана рискпен жүрген кезде сен всегда Құдайдан жақындап жүресің. Құдайдан сұрайсың, өйткені Құдайдан басқа тіреуің жоқ та. Я Алла, тыныш болсыншы, проект матып кетсінші, инвестордың ақшасын 2 еселеп жіберейінші, абыройым артсыншы деген дейді. Осылай кетеді, короче. И екі фактор осы ма? Үшіншіден айтарым, инвестиция тарту оңай емес. Мысалы мен қазіргі істесіп жатқан инвесторыммен жолығуым үшін 39 инвестормен жолыққам. Мен 2 ай инвесторсыз отып қалған кезде проектіде айдеке, прикиньте,
40 инвестордың тізімін жаздым. Инвестор дегенде бәрі инвестор емес. Ақшасы бар, біреу байдың баласы досым, ақша тарта алады. Біреуі кафенің егесі, біреу анау танысып қалған бір кездесуде ше. Соның бәріне жазып шықтым ғой. 2 ай бойы инвесторлармен жолығу болды. Онлайн болса онлайн, офлайн болса офлайн. 80% не істеді білесіз ба? Басымнан сипап, ой, молодец, Жасұлан, сенің потенциалың мощный екен деп, мақтап алдап шығарып салды. 80% дағы не істеді білесіз ба? Залог сұрады. Қанша керек деді? Мен айттым, 100 миллион керек. Қанша жылға? 1 жылға. Бірден ба деді? Жоқ, басында 20 миллион, дальше больше кетеміз. Ол айтты, 100 миллионға жараса сенде недвижка бар ма? Бір ақша, бір капитал бар ма? Менің атыма оформить ететін. Хотя бы 80% залогты жаба алатын деді, короче, залог ретінде. Жоқ қой менде. Онда кешір мені деді. Мен тек залогтен істесем. Единственный 40 инвестордың ішінен бір ғана инвестор келісті ғой маған. Еще мен оны келісетінді білдім. Өйткені ол өзіміздің ауылдың братанында. Мен бір мектепте оқығанбыз. Менен қанша 6-7 жас үлкен. Бірақ ауылда тірлік істегенін көреді. Еще ол мен 1 жыл алдын подписка жасап, Инстаграмда тірлік істеп жатқанымды көрген да. И Алланың қалауымен сол кісінің беретін сездім. Жолықты Алматыда. Сразу айтты, давай юнитканы көрсет, рентабельность қанша? Көрді, айтты, Жасұлан мен таза пайда кіргіз, долгосрокқа жұмыс жасаймыз деді. Мен кірсем солай кіремін. Мен қызғанған жоқпын. Давайте дедік та, проценті келсін. Өйткені мен бөліскенді білемін да, бөліскенде всегда береке бар. И сол кісімен проектіні бастаған кезде жұмысым жүріп бастады ғой. Инвестордың да бір аурасы, энергетикасы, оның былайша айтқанда жолының жеңіл болуы да әсер етеді екен, байқаған. Именно осы проектіде береке кірді кәдімгідей. Өміріме береке кірді, жұмыс жүріп кетті, жүрмей тұрған жұмыс мысалы. Каспиде талай ашық карточкада қадалған ғой. Именно осы инвестормен істескен кезде товарный знакқа беріп, брендпен кірем деп шешім қабылдап кіріп кеттік та. Алланың қалауымен. И бренд жақсы жүріп кетті. Жұмыс жүріп жатыр, қазір команда құрып жатыр, расширяция етіп жатыр. Именно осы инвестормен істескенде. Сонда 40 инвестордың 40-шысы келісті ғой. 39-ы мысалы ешкім көрген жоқта 2 ай бойы инвестор іздеген. Күнде тахажжудқа тұрамын, садақа берем, мысалы да, хайырлы инвестор берші деп. Сол үшін инвестор жаңағы пункттарға сай келген кезде ғана іздеу керек. Ал новичокқа инвестор керек емес. Новичокқа өзінің капиталын бастап, 1 миллион ба, 1 миллионмен бастасын, товарға салып, дальше реинвестиция жасасын, қосымша айлыққа кіріп алсын, бір 500 мың, 400 мың табатын. Сөйтсінде Каспийген жаңа жасап жүруге болады, қайсар сияқты бақан дейді істеп мысалы да. Товарооборотты күшейтіп 2-3 миллионға, содан кейін оны 10 миллионға, 5 миллионға жеткізсін деген секілді ғой. Пока что новичокқа инвестор керек емес. Самый лучший инвестор это реинвестиция. Бастапқыға. И тем более ол қазір инвестордың ақшасын алып тұрсаң, новичок опытың жоқ болса, сен ана ақшаны профукай жетіп тастайсың. Ең жаман обидный сол. Ол состоянияны басқаларға тілемеймін. Серьезно айтайын. Оны тек қарызға кірген инвестордың алдында ақша, сумма, үлкен ақша задолжать етіп қалған кәсіпкерлер түсінеді ол чувствоны. Бірақ сол кезеңнен өту керексің. Қысқаша солай, короче. И ең главный айтатыным, инвестор ешқашанда проектіге салмайды. Проектіні бір көреді өз алдына. Өйткені кез келген проекттің өзінің преимуществосы бар. Финансовый капитал, ақша алып келетін доход жолы бар. Любой проект. Проекттің жаман болмайды. Бірақ та ең главный нәрсе инвестор проектіге емес, сол проекттің жүргізетін адамның амбициясына, потенциалына ұзаққа шабалатын көрсе, любой инвестор келіседі. Сол үшін не істеу керек? Өзіңнің тұлғалық дамуыңа, біліміңе, көбірек опыт жинауыңа фокус қою керек. А көбірек опыт жинау үшін көбірек қателесу керек. Қателеспеудің бірақ жолы бар ғой. Қателесу. Қателесу арқылы ғана сен қателеспеуді үйренесің да. Осторожно байып кету жоқ. Каспийде онда жоқ. Бит байып кеттің. Любой кәсіпте өзінің минустары бар, проблемалары бар, сен содан өту керексің. Осторожно байып кеткен кәсіпкер көрмедің. Либо ол байдың баласы, либо ол білмеймін. Иә, везунчик болса. Соңындағы айтатыным сол, егер Құдай қаласа осы 100 миллионды абыроймен инвестицияны ақтап, инвестордың көңілінен шығып, рентабельность процентті көтеріп, команданы құрып, абыроймен 100 миллионды игеретін болсам, иншалла келесі шаг уәде берді, $1 миллион салам деп. Құдай қаласа $1 миллион келесі выпусктарда, немесе алдағы уақыттарда осы видео архив болып қалсын, мына 100 миллионды толық абыроймен игерейік иншалла. Содан кейін барып уже $1 миллион көшетін боламыз. Сол кезде осы видеоны архив болсын и салатын болам бөлісіп.
кезінде айтқам деп. Аумин. Осымен сұрақтарымыз бітті. Пока что осы выпускқа рахмет, былайынан ашылып, көп нәрсені айтқаныңызға, былай мен қойған сұрақтардың көбісіне бетіп былай прямой айтқан сияқтысыз. Ашылып. Рахмет. Выпускымыз берекелді болды деп ойлаймын. Адамдарға ұнап жатса, просмотр көп болып жатса, бұдан да острый, бұдан да ащы вопростарды жинап, Жәкеге қоятын боламыз, Жәкенің YouTube каналында. Енді жаңа обучение деп айтасыз ғой, сол обучениеңізге мысалға осы видеоны көріп, осы выпускты көріп, қызығып, все болды, мен точно қатысам, шешім қабылдадым, уверенмін, пысықпын, экстравертпін деп тұрған адамдар қалай, мысалы, обучениеңізге негізі қалай жазылады адамдар? Обучение көбінесе Инстаграмға өтеді. Мына жерде Инстаграм парақша қалдырамыз, соған өтіңіздер. Егер осы выпусты көріп келіп отырсаңыздар, или рилсты басқасын. Инстаграмға өтіп, профильде сілтеме тұр, сол менеджерға жазсаңыздар, көмекшім жауап береді. Бізде основном консультация да бар, под запрос, тегін разбор бар, бірақ ол определенный критерийлермен қабылдаймыз да. Одан кейін барып обучение бар и жеке сопровождение бар, 1 жылдық полный. Жеке сопровождениеда егер Алматы қаласынан болатын болса, жаңағы менің 13 учением бар ғой, жеке наставта жүрген, солардың ортасына қосылады группаға. Әр апта сайын біз жолығамыз, вторник сайын. Брейншторм болады, опыт алмасу болады, кім не сатып жатыр, бір-біріне конкурент емес олар. Өйткені әркімнің өзінің бренді бар. Бір категорияда бір товар сатса да ешкім қызғанбайды. Өйткені өзі бәрінде жеке-жеке карточка да. Сол үшін сол ортаға қосылады, мысалы да. И айттым ғой, жаңа қайталап айтамын, қазір тас атсаң, сапасыз инфо-цыган кәсіп эксперттерге кетеді. Реально, практик, сондай эксперттерге жазылуды ұсынамын. Мысалы, біз қанша 23-тен бері жүрміз, Құдайға шүкір 4 жылдан бері багаж жетеді бізде. Миллиондар жоғалтқан опытымыз бар, қалай жаңағы брендпен көтеру. Біздің былайша айтқанда обучение дегенде обучение емес қой негізі айдеке. Сол адамның, наставниктің опытын сатып алуға негізі. Ең главный фишкашы. Бұл бір опытын сатып алу. Екіншіден, сол кісінің достығын сатып алу. Негізі наставничестводан көбісі былай ойлайды ғой, так, мені 1 жылда байыт деген секілді. Олай емес. Негізі наставничество деген достықты сатып алу. Всегда фидбэкті сатып алу. Араласу. Сен бір адамның өзіңнен мықты, сол салада уже сен жасайтын істің бәрін жасап болған адамның наставничествосын алдың деген сөз, сен оның опытын сатып алдың, сен оның қасында жүру мүмкіндігін алдың, доступты. И сен соответственно соған жараса табыс тауып кетесің. Өйткені сынықтан бәрі жоғады деп бекер айтпаған. Ол жоғады, ол бәрібір. Сол үшін ең басты айтарым, егер кімге керек консультация, обучение, сопровождение, Инстаграмға өтіп жазсаңыздар болады. Ал мына выпусты біз лайв форматта түсірдік. Айдекеге рахмет, уақыт бөліп, сұрақтармен ашып, полный сұхбат алғанға. Сіздерге ең бастысы осы видеоларды көріп, сіздер пайдалы ақпарат ала алсаңыздар, бізге нұр үстіне нұр. Осы кеткен уақыт ақталады. Ең бастысы осы лайк басып, комментарийға жылы лебіздеріңізді білдіріп кетсеңіздер болғаны. Келесі выпусты Құдай қаласа тағы да түсіретін боламыз. Айдеке, рахмет. Жақсы, сізге рахмет. Жақсы болды деп ойлаймыз. Кездескенше.